Баршаңызға сәлем ұлдар, қыздар. Қош келдіңіздер, қош көрдік. Сыр жобасына. Қош Қайырлы келдіңіздер. кеш. Қалайсыздар? Бізде қонақта Асқар және Ақбота. Қош келдіңіздер. Бір. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бала кеттім де. Жол предложениесінің ең ауқымды предложение егерлері деп. Жыл әлі басталған жоқ, уже потологын қойып тастады. Қинайсыздар біз сияқты бойдақтар. Неге нетпесіңдер, мен де ертең әйеліме Парижге бару керекпін мысалы. Афганистанда салсам ба деп. Раунд, дұрыс. Пожалуйста. Қош келдіңдер, Асқар, Бота. Қош көрдік. Қош көрдік, рахмет. Көп ұсынысыңызды қабыл алып, осындай қиын қыстау заманда уақыт тауып келіп жатқандарыңызға. Бұл сыр жобасы, бұл жоба жалпы сезімге, қарым-қатынасқа, махаббатқа қатысты барлық сұрақтарды талқылаймыз, сұрақтар қоямыз, жауап береміз. Жалпы где-то бір психология с юмором, история тоже с юмором. Барлығы юмормен қатысты бір подкаст әңгіме деп айтса болады. Бұның жүргізушісі мен, Жанақов Қалымжан. Сарапшы, Деді ғой бейт Екі жауым. Біреу досың еді ғой. Ой, кешірші досым. Ойлайым, үлгі ретінде отсыздар деп мына жерде, Сіздер сарапшысыздар. Рахмет, Асқар. Бұндай құрмет сыйластықтарың айналайындар, рахмет. Сендер сондай неге келдіңдер уже статусқа үлгі болатын. Біз енді Асқар мен Ботаға примерно үлгі болып тұрмыз ғой. Сен өздерінде үлгіміз деп ойлай аласыңдар ма? Ішкі кухня бар, сыртқы кухня бар. Шындарын айтыңдар. Үлгіміз деп ойлай аласыңдар ма? Әрине. Роза апа. Қалай үлгі болады? Кәз. Бір уақытмен отыра бер, қызық болады. Мен үлгі болам деп ойлана алмаймын. Менде негізі бар ғой, бәрібір адам өзін жақсымын деп айта алмайды. Қанша жерден қандай нәрседе тәжірибесі болса да, қандай жолдан өтсе де ше, біреулерге бір ақыл айтатындай емес. Әркімнің өзінің Лучше сен бізді мақтай берші, сол жақсы. Мақтасаң, конечно, жоққа шығармаймыз, бірақ дегенмен біз үлгіміз деп айта алмаймыз. Бірақ үлгі көріп жатса ризамыз. Біз бірақ үнемі жұмыс жасау үстіндеміз ғой, өзіміздің махаббатымызбен, өз-өзімізбен деген сияқты. Қолыңыздағы білезік күшті екен. Неге сыртынан тағансыз? Көрсету керек па мақтан? Қатты күлгім келіп тұр мен негізі. Эмоционда мен қарта кеттім күлкім ана деп шығып жатыр ғой, Сон жағы жөтеліп отыр ма? Жөтел болып сондай болып жатыр, Қартайып жатырмын. 29-ға келді апаларың. 30-ға келе жатсың. 29 емес, 29 менікі. 29-ға толдым, 30-ға келе жатыр. Соны білмеймін, бір ситуацияның бәрі күлкілі болып тұр, кешірім сұраймын. Сырғаның артын бере саласыздар ма? Пожалуйста. Тақпап па атын? Сол түсіп қалды ма білмеймін. Или тақпай қой біреу. Бопты әңгіме. Қатты жылынбаса бүйтіп әңгіме ететін кезде. Бізді бірақ рахмет, үлгі санағаныңа. Сіз микрофонды аласыз, керек болады. Бота, сәлем. Сәлем дегеніңізді бірат, просто таныс отыр мен. 42-ші размер бетке кетіп қалмасын. 43. 42 деп мен айтты. Нефтемі ботан сен қансам. 2 өтегі отсам. Бота, сәлем. Қалыңғылы бәрі жақсы ма? Жақсы, рахмет. Құрайын деп жатқан отауларын биік болсын. Шанара Былай айт не? керегелен. Көтеріп жатқан шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын, керегелерің кең, терезелерің кең болсын. Мамалар осылай жаттау ғой, тура солай айту керек қой негізі. Бұл шешімге ұзақ келдіңдер. Өте ұзақ. Шашып кеттім күтіп. Ол өте ұзақ келді деші. Ол торымыз өте ұзақ келді. Біз негізі таныстықтан кейін 2 апта 3 апта сөйлестік, перерыв болды 1,5 жыл, сөйтіп тағы 1 жыл өтіп кетті, құр жүрдік, андай осында бір жерге барғанда біріміз көріп қаламыз дейді. Сосын көрген кезде ана үйге апарып тастайды да, андай шақырып жүр бір жаққа деген. Вообще ондай жоқ ағамыз. Ондай болдың ба, Асқар? Ондайың бар ма еді? Қазір бәрін артығымен істеп жүрмін. 2 рет апарамын, орнын толтырып жатсың Монетизация болып реттеп қойын деген ғой. Айшықтың бірінші қызы екен, мен сонымен бәрін өзім үйреттім. Классика, өте дұрыс алдапсың, молодец. Мәссаған. Бірінші қызымын дейтінге әлі сенетін адам бар. Жаным ау, ботам-ау, не болды? Біздің заманымыздан табылды деші оған сенетін адам. Қалай сендіріп жібердің? Жоқ, андай болды ғой. Айда. Сырған артына бер. Бірінші қыз дегенде
кешірім сұраймын 1 секунд Кешіреміз таппай қалмайын болды рахмет ал давай тағы қойыңызшы ана назарым ауып кетіп жатыр ше мен де тағы болайын деп бірінші жақсы көрген қызым деді иә бірінші бота жақсы көрген соған сенді әлі де сеніп отырсың ба так қара бота Асқар барынша жауаптан қашып отырған көрінді. асықпай құйып па су алып келейінші жоқ шынында біз бұрында да осыдан қанша бір 2 жыл бұрын Асқарпен бір дастархандас болып тоже осындай бір отношение еткенде Асқар қызбен жүріп көрмеген деген естіген кезде шок болғанбыз біз. Сен де сендің сол кезде. асқар сен нешедесің Сен мен де сендіріп жүрдің нешедесің ба? қазір Рэперлер ұқсап шашшы бүйтіп. так 25-те қазір 25-те иә мен ботамен мысалы 21-де таныстым ба 21 жасымда одан кейін болды сен 21 жасың саған сенбеймін 21 жасыңда қызың болмады дегенге қызбен Мен де әлі жүрмедің неткен дегенге емеспін ғой. Неткен емеспін. бірақ мен бір жақ асқарға сенетін сияқтымын 21-де біз таныстық 24-те бастап жүрдік қой біз жүргенімізде 1,5 жыл онда 24-ке дейін еще тағы қызбен жүрмей жүре бердің ба Ботамен жүрегін жараланып жүрді ғой. Солай десе де болады деші. солай деуге келеді Сыбыс бар сондай деші. сондай иә Сондай сыбыс бар. қызбен жүрмеу деген нормально Иә, нәрсе емес негізі па? нормальный нәрсе. Мен жоқ просто енді жүрмегенде андай сөйлескен болар ертең мына выпустан кейін перепискаға шығып кетпесін басқа жақта. Ауанмен написан. сәл ойлап отырмыз сомневаться етіп отырмын да Қазір қиын заман. құрметті ондай перепискасы бар қыздар шиномонтаж дейін депсің ба отбасын үйіп отқан отбасын бұзуға себепші болмаңыз Біреудің статистикасын құртпаңыздар деші. бізге хайп керек емес иә Енді жоқ енді сөйлескендер болған ғой по-любому бірақ серьезно иә ол жүріп бүйтіп гүл беріп ше ал ботамен жүрген кезде ой ботамен до конца кетем осы ботаға ұсыныс жасаймын деген ой болды ма сенде вообще просто бүйтіп вообще болмаған сияқты мен жақтағы достарым бәрі анау асқарды әлі айтып жүрсің бе асқарыма мә подругаларым қойшы тасташы бота деп ше и достарым маған келіп айтатын болды сен негізі жақсы көреді дейді неге өзі айтпайды біз бәріміз білеміз ол неге саған айтпайды үйде сен айтпайсың мен дейді бәрі айтады сені жақсы көреді ол дейді жақсы көрсе келіп айтпайды ма маған деймін ғой диана келіп айтады сөйтіп ортада жүрді достарымыз неге ондай бұл сөйлей алмадым ғой мен тілімен шықты деші. Талай қызды солай жақсы көріп ешкім айта алмадым ғой деші. Бұл бір сенімсіздік болды ма? жоқ сенімсіздік дегенде мен кеш есейдім деген ой не болды жоқ андай не болды кеш есейдім дегенде андай өскеніңді кеш түсінетін кездер болады ғой андай білмеймін сенде ғана болған сияқты жоқ мен Қалай ол? жоқ мен негізі шынымен андай 21-ге келіп мен адам жақсы көре алатынымды түсініп бастаған кезде Махаббатқа иә махаббатқа деген сезім ашылып иә андай оған дейін да мектепте де ондай бір түсінбегенсің ба сонда сезім деген жоқ нәрсе мен сабақ оқыдым мен үйреніп қалған ол қыздар өзі жазады өздері подкатывать етеді ағамызға ше саған жүрген ғой өйтіп Соған кайфовать етіп жүрген ғой. Асқар ойлаған ғой өмір солай қыздар жігітке сөз айту керек деп ойлаған ғой Асқар. олай емес екен енді сосын ботаға өзің әйтеуір түнде жасаған шығарсың түбінде мен басында бүйтіп жүрдім иә ботамды сөйлесіп жүрген кезде вроде жақсы көремін бота бүйтіп жүрген сияқты бәрі айтып отыр сен неге айтпай жатрсың деп че ты скриндер жіберіп па жоқ мен жақсы көремін либо жақсы көрмеймін ба деп андай непонятно вот сол кезде мойындап бастағанмын ғой адамды ше одан кейін жақсы көретінімді түсініп содан кейін айтқанмын ботаға мен сені жақсы көреді екенмін кәдімгідей кездесіп айттың ба жақсы көреді екенмін деп иә андай болады қанша уақыт сөйлесіп жүріп қой енді бір 3 жылдан кейін 3 жылда жай таныс дос ретінде. иә 2 жыл бойы сөйлесіп жүрдік иә бүйтіп жақсы қарым қатынас болып андай достарымызбен бәрі біледі бірақ 2 жыл өткеннен кейін айтамын ғой давай жүрейік деп конкретно сөйтіп болды давай деп сөйтіп салонда отырған жерінен гүл апарамын ғой андай ше біртүрлі бір бірімізден ұялып болмаса 2 жыл болды ғой күнде қасында осырып жүрмін ғой негізі жоқ
андай да енді просто андай жақсы араласып жүрік қой сол кезде өзімізше бүйтіп ұялып қалып бүйтіп сондай қызықтар болған отырған жоқ негізі просто прикол үшін айттым. бірақ ол күнде алыс емес. иә қалай уже некелерің қиылады болды. мешіттен шығып кеттің сразу. Синхронно деші, синхронно. Жоқ, шынымен андай 2 жыл бойы бір-біріңмен кездесіп жүрсеңдер де, бірақ андай болған шығар, отырған кезде сәл бүйтіп көзбен былай, ондайлар болды негізі, иә. Тұрмы үйге шығарып салады, тұрады, ештеңе Сен бір айтпай. екі тұрасың, иә, Иә, келеді әңгімесін айтады андай, сол деп кіре бересің ба? Жерді тепкілеп, бүйтіп. Жаным. Ой, не ондай болды? Иә, звондамайсың ба айтатын еді. Бірақ қызық сонымен. Сонысымен қызық қой. Біз ойлаған жоқпыз, біз ойладық. Асқар бірден ұнатты. Біз енді сендердің 2 жыл, 3 жыл бұрын бүйтіп бір-біріне таныс екендерін білмейміз ғой. Сырт көзге Асқар жаңағы решительный ше келді де тақ айтса, сен менімен жүресің, болды. Мен сенімен үйленемін, бірдеңе. Сондай болып қалды деп түсіндім. Жақсы көремін деп айту деген негізі үлкен нәрсе ғой. Иә. Оған ертең жауап беру керексің ғой. Сол үшін ойланып мен келдім деп ойлаймын саған. Дұрыс. Әрине. Чем оңды солды. Өзінің білімсіздігін, салғырттығын, тормыздығын мен жақсы көрем деген сөзді просто так құртқым келмейді, сұрап еткім келмейді, ол үшін достойно айту керек дейтін ответ тауып тұрсың ғой маған. Керемет. Еще анандай ғой, ладно мен 3 жылдан кейін жүрейік деп айтқанын күттім да, ал одан кейін үйленуге сосалғанын қанша күттім десеңізші. Мен еттің, ой, Манастың тойында сөз салам дейді. Мен еще мамасымен танысуға сақинам деп дайын барғам ғой. Тур қырылып қаламыз екенбіз. Бұл кетіп қалады. Не істедіңдер, бүгін Асқар сөз салу керек еді ғой. Да? Біз ұрысып қалдық қой деп. 2-ші рет сөз салайын деді, болмай қалды. 3-ші рет болмай қалды. Сөйтіп 4-шісінде әрең болды ма? 5-шісінде. Не бүйттің, Асқар? Бабан? тоже сөйтіп Не болды саған, Бабан? Тоқтаңдар. Неге бәріне Асқар кінәлі болу керек? Иә, мен қазір сені алып шығам. Айта бер. Бата бер, батқанша батсашы көрейік. Мен ғой, иә. Бірнеше рет. Иә, сондай кезеңдер болды. Ұрысып қалып, сөз сала алмай жүрдің ба? Постоянно. По-любому неше түрлі ойлар келеді ғой. Сөйтіп өзің бүйтіп жатқан кезде ше. Сөйтіп бүйтіп жатасың, кетеді ол. Суды бүйтіп, әрі-бері. Бота, сонда сен кімнің Асқардың предложение жасағанын қанша уақыт күттің шамамен? 1 жылды шығар. 1 жыл, иә. Біліп жүріп күттің ба, или бұл қашан жасайды деген оймен ғана жүрдің ба? Басында қашан жасайды, а потом уже біліп, что там қашан деп. Значит, саған тезірек предложение жасаған қажет болды ма? Мен басында бүйтіп айтқан болатын. Бұл ағамыз маған сөз салды, 3 жыл созды ғой. Жүрейік дегенді. Айттым, Асқар егер жүрсек, сразу неке қиямыз дедім. И одан кейін, все, давай, сен мен еще басқа елде ғой, кел, давай, сөз, сразу неке қиямыз деді. Күтіп жүрмін, что там. Жоқ, бірақ үйтіп айту үшін де смелость керек қой. Конечно, не деген смелость мұны. Жүрсек, некемізді қиямыз дейтін. Бізде Дико 5 жыл жүріп сөз айтқыза алмадым мен. 5 жыл. Қараш қандай күшті семья. Жоқ, қараш қандай күшті жас отбасы болайын деп жатыр. Қандай күшті, ерте қимылдады да. Мен 5-ші жылы кәдімгідей не қылайық, не істейік дедім. Не бар, не жоқ қылайық енді дедім. Мен или сен мен уақытымды алмаймын, мен сен уақытымды алмаймын, басқа жігітке бара берейін, сен басқа қызбен жүр. Андай отношениеде бір адам қолға алмаса алып жүре береді, дұрыс, иә, мен қолға 10 жыл жүре береміз о сонда. Қазір бізге 5 жыл үйленгенімізге 6 жылға кетіп бара жатыр. 10 жыл былайша айтқанда, округлять ететін болсақ. Мен 10 жыл танимын да Дидарды. Жүре берсем, жүре берейін деп тұр да. Вообще андай сылтау көп. Мен негізі өзім андай адам болғам. Жігітпен мен 1 жыл жүрем дейтінші. Жігітпен максимум 1 жыл жүрем. Потом жігітменен жасы үлкен болу керек. Как минимум 2-3 жасқа деп ойлайтын мүшен андай. Одан кейін ол бай болу керек, машинасы болу керек, үйі болу керек. Сондай біткенде комбо болады да бұл. Жоқ еще біздің ауылдың баласы болмау керек деймін ғой. Сосын комбо мен біздің ауылдың баласы. 7 ай кіші. Тақыр студент. Наоборот, өзім ақша беріп бұл кісіге. Еще 5 жыл жүріп, өзім сөз салғызып, сондай махаббат болды. Сен сияқты қыздар қақты жүреді, айтыңдаршы. Білмеймін, мен жалғызбын досым. Ондай қыз табу үшін мынандай жігіт болу керек шығарсың деп ойлаймын. Осындай салғырт нерешительный ма?
жоқ мысалы екеулерін бір атадан тарайсыңдар. решительмін дейді әлі үйленген жоқ. Иә. Где мысалы, иә? Где мысалы? Дәлел қайда деші, баласы дәлел. бар мысалы, әйелі отыр әп-әдемі қасында, одан артық не керек? Бұл тағдыр. Тағдырға қарсы алмайсың. Маңдайға жазылған деген нәрсе болады. Иә, мен бір рет Иә, Құдайдың жазған. үйленем деп оқталып, сол бойы үйленбей қалдым, сол бойы үйленбей кеттім. Травма ма? Травма. Иә, бұл да травма үлкен. Гала қазір түйдей құрдаспыз. 29. Ақ құрдас. 29-ға толып 4 январь күні. Әйтпесе 7 ай кіші ғой менен. Айсекта менен 3 ай кіші. Да? Күшті болады. Не тренд болып отыр? Мен Жоқ, айтайын. содан өзіне үлкен қызға андай нете алмайсың, өздерін етпесе ше. Біз үлкендер сыйлаймыз. Үлкендер ақылдырақ, солар шешім қабылдасын. Бізде тәрбие сондай, үлкеннің сөзін аттамау деген. Үлкен кезде. Үлкен қалай айтады солай болады. Иә, негізі ол дұрыс, иә. Үлкен қалай айтады солай болады. Үйде білесің ғой өзің біздің заңды. Керек совет екен жын. Негізі иә. Керек. Да, біз негізі сендерге үлгенбіз деп кетсең қайтадан уже. Жоқ, бірақ өте қызық болады шынымен андай. Өзің ойлаған нәрселер, мысалы сендерде осы жүрмей тұрып, мүлдем бір-бірін кездестірмей тұрып, сондай біз сияқты позиция болған ба мысалы? Жаңа мен сияқты ауылдың жігіті, бірдеңе өзіме кішкентай қыз деген. Менде болған. Мен даже мектепте өзім класстастарыммен сөйлесе алмаймын да. Андай всегда 11 класстағы достарым, қыздар Понятиелерім төмен дейсің ба? Андай үлкен 2-3 үлкен жас болу керек, 5 жыл үлкен болу керек деп. Сөйтіп 99, мен 98. Бұл да енді сенің мықтылығың деп ет қояйын кішкене көтеніне көш қақпай қояйық бүйтіп андай. Так, ендігі сұрақ, сөз сол, қазір блогерлар арасында, сіздер блогерларға жатса берем ғой, блогер, әнші не емессіңдер ғой? Блогер. Бірақ кім бота биші? Биші, Биші, иә. Биші блогер. Иә. Би-блогер десең, би-блогер. Би-блогер. Бисің ба? Блогерлар арасында шетелге барып, сыртқа шығып, сөз салып кету, кішкене тренд, хит. Соны бүкіл блогерлар тырысып жатыр. Одан бөлек қарапайым халықты соларға қарап, қыздар заставлять етіп отыр. Ачы не дей саласың сен? Как минимум Алматыға келіп отыр бүкіл Қазақстан сырттағылар. Ол түгілі мен. Қазір мен әңгіменің сөзін бөлмесінші. Жойын айтам. Қара, сол тренд болып отыр. Соның ықпалына ұшырадыңдар ма, әлде бір запланированный шынында осы жаққа барып салайыншы мен деп, әлде контент үшін ба? Не істеді? Бірасындай ашық сұрақ қойым келді. Достойны күтті ма? Достойны сөз салу керек болды ғой. Мәні. Достойны сөз. Раунд. Маған негізі сол досының тойына салғасасадан мен не дейтін едім негізі. Тойда салу керек болған ғой. Одан тағы 1-2 жерлерде салам деді негізі. Сен еще сол тойдан ненің гүлін ұстап алдың, иә, қағып алдың. Сондай болып па еді? Есімде жоқ. Бірақ дегенмен Асқар қандай жерде сөз салса да саған маңызды емес еді? Негізі анандай қыздарский да, андай надо вертолетпен деген хочется, бірақ енді ыңғайы келіп сөз салып қалса енді я дейтін едім. Любой жерде енді я дей салушы едім. Мен қайта сол неден трендтен құтылып кеттім ғой. Айтып отырмын ғой, айтып отыр. И мен қазір Асқарлардың приложениесін айтып жүрмін дейік, қараш қалай жасаған деп. Білмеймін. Ойбай, не үшін айтып жүрсің? Қайдан білемін, болады шығар. Айқын мен Жұлдыз тойын жасап жатқанда неме предложение сөз болып па? Жасайтын шығармын. Типа қызығып па, қараш дейік аналарда деген сен. Жоқ, күшті ғой деп жатырмын да. Қараш. Жоқ, енді мен қазір жасаймын да. Оның сен екінші әйеліне жасайсың. Юмор ғой не? Сен соны ұйымдастырасың. Осуждаем. Бопты. С вами все понятно, ребята. Жоқ, мысалы қара. Су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Тамағын ішіп аласыңдар кебап. Екеуің отырып алып. Еще кебап екінші әйелге. Тамақтандыру ол қайырымдылық іс. Мен саған қашан айтамын, ең үлкен сауаптардың қатарына кіреді адамды тамақтандыру. Алла разы болсын Жансая. Қолына дет бермес, өсіп өніп отырсың ғой айналайын. Артын ондай сөзін жауып қойды ғой. Жатпасаң айтпсың. Дінмен келмесең қиын айтпсың. Жоқ, Жансая, мынандай ұғым бар ма екен? Мысалы, бір рет сөз саласың, ұнамайды емес, енді кейін жағдайың болды да, екінші сөз салуға болады ма екен? Вот сияқты обновлять етіп тұрсың. Жоқ, ештеңе кедергі емес қой, эмоция ғой. Практикада бар ма әлемде? Мен ойлаймын, маған бұлай күшті болар еді, Дико, жазып ал. Білесің ғой, мен бұндайды сирек айтамын.
мысалы Дико менің енді біздің махаббатымыз қазір 10 жыл, бір қызымыз бар деген сияқты ғой. Менің не айтатыным белгілі Дикоға. Бірақ дегенмен сөйтсең и уақыт өте келе былай Дидар маған жаңағы впечатление қалдыру үшін бір шетелге апарып фейерверк, білмеймін негізі фейерверк өзім қарсымын. Бірақ дегенмен сондай бір күшті бір нәрсені жасап, Жансая біздің не қазір біздің отбасы болғанымызға 10 жыл болды. Сен менімен 10 жыл біргесің. Алдағы өмірде де екеуміз бірге болып дейтін ниетте жасаса, мен керісінше қуанатын едім. Ол біздің махаббатымызды нығайтудың тағы бір тәсілі деп танитын едім. Жаңа эмоция, кәдімгі. Жаңа эмоция ол деген күшті ғой. Тура солай сен Дикоға істей аласың ба? Әлбетте. Дико біздің отандасымыз. Сен солай не жасайсың? Бірінші шаг жасаймын ба? Жоқ, то есть қыздар мысалы жасамайды ғой жігітке. Мен бастап көрейін ба типа? Иә. Ой, мен саған қанша шаг жасадым, өлең жаздым, досым қой. Не, предложение. Именно предложение. Предложение саған? Қызық қой. Мысалы мен де фейерверкке қызығам. Тоже хочется, тоже эмоция керек бізге де ер адам деп қашан нете бересіңдер. Жоқ, бәрібір орын ауыспау керек қой досым, қалай предложение. Жоқ, ұсыныс жасау ғой, сен маған күйеуім боласың ба деп па, или қалай? Жоқ, рахмет. Ары қарай күйеуім бола бересің ба деп па? Я продлеваю контракт. 10 жыл енді неше түрлі сынақтан өттік, ары қарай күйеуім бола бересің ба деп айтамын ба? Иә. И жаңағы анау недегі сияқты галочка тұрады. Иә, жоқ деген. Предложение өзің хатыңдағыдай? Жоқ. Қызық қой деген негізі. Негізі бірақ прикольно. Әйеліне? Идея күшті. Жоқ, сен Сахина бермесіңдер, бір жерге апар. Жоқ, мысалы әйелі... Ол түгілі, кешіріңдерші, ол түгілі тойын жасай алмаған адамдар кәдімгі, иә, өзінің әдемі тойын ақ көйлек кие алмаған адамдар сөйтіп тойда жасап жатыр ғой. Оның сөгетін ештеңесі жоқ, адам сол сәтті сезінгісі келген шығар. Балалары болса да жасап жатады ғой. Сол себепті. Иә, прикинь, балалар тосы айтпаса, мама, папа, үйленгендерің құтты болсын. Оңайсыз ғой, некесі туылыппыз енді. Түсінемін. Келесі жыл бесік тойға келейік. Жоқ, андай өздерінің санын білетті, 4 балаларың болсын десе андай четко. Или 4 баламен тоқтандар болды. Мынау не бассыздық, не есіл. Жалпы бұдан шығатын түйін, сөз салу, жаңа той жасау, уақытында істей алмасан, жағдайын жетсе, істеген қызық өзіне эмоцияны үшін. Бәріне сәлем достар. Ей, Гала, Дико, кетіңдерші, кадрда тұрсыңдар. Мен неге шықтым? Жалпы мен білесіздер ме, мен негізі стендап комикпін ғой, әжептәуір. Енді мен сыр бағдарламасынан бөлек осы бағытта да келе жатырмын. Енді сіздерге айтарым, осы наурыз айының 10 күні менің жеке стендап концертім болады. 2 түрлі уақытқа, біреуі 15:00, екіншісі 19:00. Сол жерде сіздерді күтем деп айтқым келіп тұр. Қала қонақтары және алматылықтар міндетті түрде келіңіздер, өте қызық стендап кеш болады. Мен жұбайың деген есіме түсіп жатыр да. Дико жүрші. Мынандай нәрсені көріп қалдым да, бір видео мен Дико Ниеттестер отыр бәрі. Менің ойым көрініп тұр ма? Не ақ күліп атсыңдар? Мен Дидар екеуміз бар видеода біреу жазып қойыпты. Жансаяның байы математикаға жақсы екен дейтін же. Мен андай байы, қатыны деген сөз түсінбеймін ше, негізі. Мен енді айтатындар бар. Мен оларға бір жаман дұрыс емес деп айта алмаймын. Бірақ енді кешірім сұраймын, мысалы Ғалымжанның қатыны деп сөйлеген бір түрлі ғой. Ботаның байы деп отсаң мысалы. Ботаның күйеуі. Ол сен үшін бір түрлі ма? Мен үшін бір түрлі. Иә. Енді бір түрлі анайы сөздер демесек те, бір енді грубый сөз болып есептеледі ғой. Біреу үшін ол. Яғни мен үшін, иә. Яғни оны қолданбаса болады. Өйткені сен үшін оның қолданбау керек. Ой, тегі, тұратышы. Оның алмастыру үшін көптеген синоним сөздер бар. Мысалы, әйелі, жұбайы, жолдасы, келіншегі деген сияқты айта береді ғой. Неге именно Диконың қатыны Жансаяның байы деп отырады? Андай сияқты, күйеуі, әйелі десе, официально да, қатыны, байы десе, от души смачно. От души. Өсектің несін келтіре ма, сәнін? Сочно айталатын сияқты. Диконың қатыны қуып жүр. Конкретно Диконың әйелі қуып жүр емес, Диконың қатыны қуып жүр деп жүр. Бұл жалпы Жансая байыңа ие бол деп андай. Иә. Бұл әңгіменің мотивына қарай сияқты, әңгіменің тонына қарай. Жеткізгісі келген сияқты. Кішкене осындай экшн болса, әңгімеде қатын деп қолданасың. Егер біз сыпайылық, мә бүйтіпті ғой дейтін болса, әйел деп қолданады. Жоқ, оны біреудің қатыны деп емес, просто қатындар деп те қолданады ғой, білесің бе? Иә. А байлар деп қолданбайды. Байлар деп қолданады ғой?
байлар деп қолданбайды. Не үшін? Ну, например, типа жоқ енді байымызды біз бәріміз білетіндей ол қатынның шығу тарихы хатун. Ханым әйеліне берілетін атақ. Хатун, қатын. Хюрем хатун. Иә, шынында негізінде. Біліп жүрсіңдер оқымағандар. Біз сендерді біз ханның әйеліне теңеп жүрсек сендерді хатун. Ой, сен кімге теңе? Бәрібір маған. Просто енді маған грубо естіледі ғой ол сөз. Ол хақ, ол анық. Енді мысалы кейбір сөздер бар ғой. Грубо естілетін. Сен оны грубо естілетін білесің де, оны жалпылама қолданбайсың. Дұрыс па? Сол себепті оны күнделікті қолданып жүрген күйеуім, әйелім деген қарапайым сөз бар да, солай жазған дұрысырақ сияқты біреуге жазған кезде. Қатын дейтін құлақты кесе ма? Қыз балаларға құлаққа түрпі дейді. Ал бай дейді. Мысалы, қыздар жиналыпты десең нормально, қатындар жиналыпты десең уже басқандай вайп болып тұр да. Иә, бүгін міне мысалы қыз келіншектер көп болды десең, жақсы. Өңкей қатындар отырмыз демейсің ғой. Келмейді да. Жоқ. Еще мен мына сөз түсінемін. Қызғырқын деген не ол? Қызғырқын. Ой, қызғырқын көп болды. Галаның өмірінде, иә. Қызғырқын деген андай. Галаның өмірінде қызғырқын көп болды, бір хатын да болмады ау. Сен қалай қарайсың Асан? Не отыр негізі? Сен сөйлемей қалғанда бүйттім десең. Саған жаңағы ботаның байы дейтін қалай, нормально ма статус? Осындай звучание нормально ма? Енді ол кімнен Зато ботаның кім десей. айтып отыр соған байланысты сияқты. Подписчиктер ғой основном. Бірақ ауылда да біреулер айтуы мүмкін. Қасындағылар айтпайды ғой, ботаның байы отыр деп. Иә, жоқ тәрбие көрген адамдар айтпайды деп ойлаймын мен андай. Жоқ, оқыған білімді адамдар айтпайды ғой, өйтіп сөйлемейді ғой. Кез келген адам өйтіп сөйлей бермейді ғой. Жоқ, біз енді қара, қатын бай дейтін ол дөрекі емес, дөрекі ма или дөрекі емес па? Жоқ, ол дөрекілеу негізі. Қашаннан бастап дөрекілеу болды ол? Негізі бар ғой, міне сен айтып отырсың, иә, оның негізгі түпкі мағынасы мынандай сөзден шыққан, ханның әйеліне берілген дәреже, атақ деп ше. Енді қара, оны бізде көбіне ауылдық жерлерде, мысалы менің өзімнің ауылымда да болады, әйел адамды сәл кемсіту мақсатында, сәл бір өзінің жек көрушілік бір сезімін білдіру мақсатында ана қатын сөйтіп айтыпты ана Дидарға деп айтатындай, сондай мағынада қолданып кезде бәрі агрессивный нотада. Скорее всего, сендер шығып жатқан инфополядан, информациялардан, сондай ауылда аймақтардан сондай негативный формулада естіп қалғансыңдар. Біздің папа, ой, біздің қатын күшті десе, бұл подача басқа. Бұл жерде подача да мәселе. Жоқ, ол біздің қатын күшті деген негізі мәселе. Біздің қатын күшті деген сөз дұрыс емес негізі. Неге? Оның түпкі мағынасы деп андай интрига қалдырып кетсең. Жоқ, ол айтылу формуласында шығар. Ой, біздің қатын дейтін күшті ғой. Ой, осы кімнің қатын деп бате кіріп келсе бар ғой, біздің мама дейтін кәдімгі дейді. Енді кому как қой, бірақ көбіне деп айтып жатырмын да. Агрессивный формада қолданылып кеткендіктен мүмкін біреулерге сондай жаман тиетін шығар. Сол информационный неге давить етіліп қалғанбыз ғой біз. Давить етіліп қалған деген. Бірақ давить етілмесек те қатын деген сөз. Ал бай, біреудің бай дейтін сөз бай, богатство, байлық. Иә, сол шығар. Шығу тарих не басқа. Менің байым. Иә, менің байлығым деген сияқты шығар, мүмкін. Мүмкін. Сен Дико сен байлығың ба? Дико мен бірінші мені байлығым деп алсын, сосын мен оны байым деймін. Не үшін санасып отырсың сен? Санасып отырған жоқпын ғой, жоқ, сендердің миыңдар дұрыс жұмыс жасамайды, көрдіңдер ма? Автомат неге менің миым жұмыс жасамайды осы жерде? Неге мен саған миың жұмыс жасамайды дедім ба? Мен саған былай айттым ба? Ал давай. Не үшін? Не үшін ол мен бірінші байлығым деп айтсын деп жатсың? Мен еш айтқан жоқпын, Дико айтпа деп жатқан жоқпын. Мен просто сені сұрап жатырмын. Просто сұрақ қара. Дико сенің байлығың ба? Не үшін сен осы жерде басқаша формула ойлап тауып алдың? Жоқ, мен енді сен тыңдап ал. Дико менің байлығым. Байлығым ба, байлығым емес, соны айтшы маған. Ей, тыңдашы, байлығым. Бірақ не үшін бірақ? Зачем вот этот бірақ? Тыңдашы, Дико менің байлығым, анда-санда шайлығым. Беріп тұрады айлығын деп кетерсің. Жоқ, андай байлығым, бірақ байлығым деп, байым деп атау үшін, енді байым деп атау үшін байлығым деп атау керек қой. Бірақ бірінші Дикодан шаг болып, сен менің байлығымсың десең, сен менің байлығымсың деймін ба айтамын. Мен түсіндіре алмаймын осы қыздарға. Дико шаг жасасын да. Байлық деген байға қатысы жоқ. Мүмкін қатысы жоқ шығар, мен просто сұрап отырмын. Шығу тарихы сол шығар. Байлық деген сөзден шыққан шығар деп тұжырымдап отырмын, пайымдап отырмын. Ой, онда қатын дегенге қандай не бересің? Жоқ, ол тақырыпқа кірме, оны алып тастайық. Байлығым ба, байлығым емес? Алып тастайсың да бүйтіп. Байлығым ба, байлығым емес па? Мәғасы сен ойланып отырсың ғой еще. Все, кеттік, бітірейік на проект. Сен неге қатты эмоция беріп отырсың? Жоқ, мен просто деп бүйтіп.
байлығы емес. дико спокойно отыр ғой мысалы. Сен неғып қашып отырсың мына сұрақты? Жоқ, қашып отырған жоқпын, просто сен бірдеңе айтатыныңды біліп тұрмын да. Жоқ, мен просто сұрағым келді. Содан кейін может байым деп айтып жатқан шығар халық. жоқ ол мен оның байлығы шығармын, бірақ ол байым деп айтқанды ұнатпайды ғой. Иә. Типа одан ештеңе өзгермейді типа. Брат, сен вообще тоже былай қарай сол жаққа кетіп бара жатсың ғой. Кете берсін, дұрыс жоқ қой. типа мен айтқым келген типа Еркектер налево жүреді ғой. то есть бай деген сөз ол қатын деген сөз жаман сөз емес, просто ол біреуге дөрекі естіледі. Мысалы саған вообще дөрекі естілмейді. Типа, например, андай ғой, мысалы бір боқтық, мысалы, например, блядь деген сөз біреудің өмірінде ол нормальный сөз. Қыздармен күйеу боқтамайтын негізі. Типа боқтық емес ша, а біреудің өмірінде ол өте үлкен боқтық сөз ғой, типа сондай. Жоқ, сендер мен не үшін әр мысалды айтып жатсың? Мен Вы команда. Я понимаю, что вы команда. Мен айтып жатқаным, Диго, мен ойлап отырмын. Күйеу байлығы болғаннан кейін байым деп айтып кеткен шығар. Күйеуім менің байлығым, күйеуім менің жәннатым, күйеуім менің жан дүнием ал, мәш. Оны не душа айт. Оны маған айтқан зачем ол? Сен айт деп отырсың ғой. Өзіне айтпайсың ғой. Мен талай айтып жүрмін ғой. Мен тәтті сөздерімді құлағына айтамын. Ясно с вами. Өздерің сөйлесіңдер, я понял для себя, кто вы, что вы. Бопты. Өз досыңнан көңілің қалып жатыр ма? Негізі сендерде осындай дос бар ма? Араларыңда бойдақ. Екеулеріңмен араласатын. Именно осындай ма? Манас тәйлен. Гала досымыз ғой негізі. Соң сен ба сол достықта? Жоқ, Гала досың ғой, бірақ өте жақын араласатын. Иә, бірге шай ішіп, тамақ ішіп, қыдырып, қайда жүрсеңдер де андай любовный треугольник сияқты өтіп жүретін бүйтіп ше андай. Бар. Жоқ, мен датыва андай досым ғой, екеуі ұрысып қалса татуластыратын, татуласа ұрыстыратын. Ситуация. Жоқ, всегда мен әрбір жерде плюс пен минус қатар жүреді ше. Иә, машинада жүрмейтін еді. Бүйтіп сөз салыстыратын досымыз жоқ енді, бүйтіп қырылып кетіп. Мен бәдікпін да. Басында Неха көп жүретін жанымызда, иә. Неха ортамызда жүретін, мен ренжіп қалсам Айсыққа жазып, Айсық ренжіп қалсам андай маған жазып ортамызда ше, бірге тамақтанып, қазір оның қызы пайда болды, мен оны жоғалтып отырдық. Диана бар. Сен де кетіп қаласың ғой ертең қызың тапсаң. Иншалла деп. Надеемся. Қуансаңдаршы, Қыз тапқаным емес, сендерден кеткенге қуанамын. 100% қой, не үшін кетпеу керек? Өзі болашақ жарына көңіл бөлу керек. Конечно, әрине. Сен осы эфир арқылы достарына жауап айтып отырсың ғой. Жоқ, бізде жауап кетіп отырсам. Диана бар. Медеттің жұбайы. Көрдіңіз ба жұбайы? Әні. Естіп отырмын. Бәрін естіп отырмын. Медеттің жұбайы бар. Бізге всегда сондай дос. Маған тиісіп отқан түрлерің ғой. Көмектесіп тұрады. Бәрін біліп отырмын негізі. Мас емеспін мен, бәрін түсініп отырмын мен, мас емеспін. Алқапский орыс дос шығып ба? Сондай ғой, мастар мас болып қалатын, мас емес. Айта береді. Сосын? Иә, мысалы, ондай дос деп жатсыздар ғой, екеуіңіздің араңызда достық бар ғой негізі. Достық бар ғой, досым деп сөйлейміз. Дос сияқты сырласасыздар ма? Бірге? Иә. Сол күшті ғой, иә? Сол күшті ғой. Родной деп. Досыз демей, иә? Бір-біріңе родной деп шешіп алатын темалар ше. Бізде сондай болып тұрады. Иә, сондай. Бір-бірімізге дос бола аламыз. Иә. Ол өте күшті. Негізі өте жаңағыдай адекватный, өте табанды махаббаттың бастамасы дос ретінде басталса жақсы негізінде. Иә. Өйткені ешқандай маскасыз, фальшсыз бастайсың бүкіл әңгімені, как жаңағыдай отырып жүре бердім деген секілді. Және талап жоқ, иә, бірақ ондайда құса бересің көзінше жаңағы. Ананы қоса бәрін көріп сені сол қасиетімен, сол образбен жақсы көретін болса, ол махаббаттың бір жақсы белгісі. Басында қатты болып басталды. Бірімізден өте қатты ұялатынбыз. Мен оның жанында артық сөйлеуге ұяламын. Достармен тамақ ішуге барса андай телефон отырмын, телефонға көп қарамайын, телефонымды алып тастайын деп андай. Сөз деп сөйлеп қой. Сосын андай мен қолыма су құйып келіп ше. Мороженое бәсен жеп қабынсызсам принцессалар мусор тастамайды деп андай. Одан кейін барып біз достық айналды, енді бет ашылып келе жатқаны. Бет ашылып? Негізі бір-біріңе қалай сөйлейсіңдер? Еркелетіп, там немесе андай. Иә, негізі басында мен ғана Асик дейтін, потом күшті бір нәрсе істесе Асике деймін. Жаймай Ашөк деп қоямын. Жаймай Ашөк. Қаншалықты Асикесің сен? Келесі сұрақ. Сен бота деп айтасың ба? Иә, ботам деп айтамын мен. Ботам, әдемі. Гала, сен не деп айтасың? Қызыңа не деп айтасың сен? Привет, не істеп жатсың? Бапан. Бапан.
біз мысалы көбіне біз мысалы Дидар екеуміз біз жан деген сөзді көп қолданады ғой негізі, жан деп адамдар. Содан кейін андай ауыстырдыңыздар ма ол сөзді? иә, ол қашан ауысты дейсіз ғой. Мен окончательно көзім жетті, қашан Дидардың 10 жылдық кездесуі болды класстастарымен. Сөйтіп, ол негізі бұрыннан бері досым деп айта беремін ғой, бірақ арасында кейде бір жан деген кетіп қалады да. Сосын ойлайтынмын, мен жан деп айта берейін ба, айтпай ақ қояйын ба деп екі ойлап жүргенмін. Сөйтіп, жаңа ұлдар жағы футбол ойнап жүрген. И біз сірне жасадық та, бәріміз маевкаға шыққанбыз. Сірне дайын болды, сосын біреуінің әйелі тұрып, диколар бәрі футбол ойнап жүр, еркектердің бәрі. Қыздар, әйелдер мына жақта отырмыз. Жан деп еді, 7 еркек қарады ғой бүйтіші. Просто біреу жан дегенге. И мен ойладым, мә, досым дей берейін ары қарай депші. Жоқ, досым... Дико да қарады ма? Дикошка, айта беремін әртүрлі нәрселерді. Дико да қарады ма дейді? Жоқ, Дико қараған жоқ. Өйткені оған жан деп айтпайтынмын ғой мен. Шақырған кезде досым, ема, досым деп кете беретін. Жан дегенді естімедің ба сонда? Жаным-ау. Саған сол сөз естімеген андай ма? Досым да досым дейді, әйелім де досым дейді. Мен досым деп айтамын ғой, сен неге досым дейсің? Мен баяғыдан досым деймін ғой. Мен дежурный қандай сөз бар? Онда мен жан дейін деші. Мен жан дейін. Анда үйде тамақ жасап жатырсың, досым деп шақыра саласыз ба? Жан емес. Жоқ, жан демеймін. Атымен шақырасыз. Тамақ ішеміз, досым деймін. Еще қызым да досым дейді ғой. Досым. Маған бүйтеді, Галаджан деп звондайды. Иә, Галаджан. Дикожан деп сөйлесем мен. Дикожан қайдасың? Галаджан қайдасың деп сөйлесем. Иә, солай. А бірақ былай негізі Дикошка, Патик, Патерсон, білмеймін, андай аттар аузыма келе береді, андай, білмеймін. Жоқ, мысалы қара, мягкий жеңіл сөздерді айтпау, несе бір кішкене құрдас болғаннан кейін, тете өскеннен кейін, ауылдан өскеннен кейін ба, әлде бір романтиканы өліп бара жатқаны ма? Ол неде ғой, анау сен біздің үйге бардың ғой. Ауыр, мама папаның үйіне барған кезде басында біз жан деп жүрдік, иә? Ең алғаш үйленгенде жан деп жүрдік. Қашаннан бастап кринж болып көрінді ол сендерге? Мама папамен үйінде болдық қой. Үйде болған кезде мама папаның көзінше жан деген бір түрлі. Иә. Жан деген сияқты. И ал Жансая деп айтқан тоже бір түрлі. Типа Жансая деп көрсін осы. Мә, бар ғой, бірақ негізі ше. Айтылсын. Атымен айтсаң тағы бір түрлі да. И сен қалай өшім айтарың білмейсің да, содан кейін өшім. Содан шықты ғой. Мә, жан деп айтпай қойғықшы бір-бірімізге деп. Обоюдно келістіңдер, екі жан. Келістік, иә. Бірақ егер де бір қандай да бір нәрсесіне риза болсам, рахмет айтсам, андай жаным сол, күнім сол деген маған қиын емес. Айта берем. Айтыласың ба? Мұндай жерде айта алмайсың ғой. Айттым ғой, тәт-тәт сөздер құлағына айтамын. Свет өшірейе. Бағанағы нені атмосфераны бердіңдерші. Жан деп. Құлақ жанын келетіндер бар еді ғой. Жоқ, негізі кез келген андай, мен ондай мағынада емес, мен негізі қыз бала өзі байқаусызда. Сен не ойлап отырсың? Сен не ойлап отырсың? Мен сен ойлап отырмын. Мен ондай нәрсе ойлап отқан жоқпын. Жоқ, бірақ негізі түк қиын емес негізі айту. Вот солай. Сол сөзді ауыстырғым келеді, андай негізі өйтіп жан деп айтқан ұнамайды да, бірақ автоматом шығып кетеді. Асқар кетіп жан деп саласың да. Жоқ, ол бәрінде бар, ол жаман сөз емес, дегенмен бірақ қолданысқа тағы бір тау көрейік деп айтшы. Кірісіп кетсің. Тамыр деймін ғой. Тамыр. Бауырым дейді. Бауырым деп созып айтады. Маған өткенде бір кісі бүйтіп жазып жіберіпті. Неме күйеуіңе досым дей бересің, ертең досың болып кетеді ол соям дейді. Несі сол? Күйеуің емес досың болып кетеді дейді. Мен соны түсінбей қалдым, логикасын сәл пәр. Жоқ, логикасын түсіндім мен оны. Мен ғой жазған деші. Юзер дегеннен ба? Юзер 13B07 дейді мен ғой. Жоқ, досым жақсы ғой, досым дей бересің ғой. Бірақ андай ласковый сөз по-любому. Мен ласковый сөзді айтамын, бірақ андай мен еркелеп айтамын досым деп. Но андай тіпті досым деген қарым-қатынас жоқ қой. қой. Саған қатысты емес жалпы, иә. В целом үйсіп сөйлесіп кеткен адамдарға тоже жаңағыдай үйсіп айта беріп жаңағыдай күшті, мүмкін бір сексуальный сөзді айту уже ұят болып кеткен. Мүмкін өз-өзін сондайға апарып тастайды жаңағыдай. Ол анау біздің мама папалар ғой, уже бір-бірін вообще ласковый сөз айта алмай қалуы мүмкін. Вот сол стадиясы сондай болып кетуі мүмкін да оның. Сондықтан да қазірден бастап айтатын жерде айтып. Сондықтан бір әдемі сөз табайық сендерге.
Сендерге табайық бірінші. Сендер қуып отырсыңдар ғой. Тауып беріңдерші. Ботам деп күшті әңгіме отыру. Тауып беріңдерші, сендер енді не деп не деп атайын. Бірақ мысалы мен Ботаның Асеке дегеніне риза болдым. Өйткені менің бір жақын құрбым бар. Сол кісі өзінің күйеуін Асеке деп атайды да. Асекеден сұрап көрейін, Асекеге айтайын, Асекемен ақылдасайын дейді да. Өте күшті. Басқа бір ат. Дәкеңдер мықты ғой, дәкеңдер. Дәкеңдердің. Дәке дейін ба? Дәке деңіз, жан деңіз, күнім деңіз, айым деңіз, еркелеп жатқан емес. Асеке сынып барады. Жоқ, өзі бізге айтпайды ғой. Бар ғой өздерінде. По-любому бұл үйленген кісілер, бізден опытный кісілер. Бізде отырып ақыл айта алмаймыз ғой сіздерге. Көргендеріңіз көп қой. Иә. Көргендеріңіз көп қой деген қандай екен, қатты кетіп қалады екен. Жоқ, өзі 5 жыл болған үйленгендеріңіз. Бірақ саған айтылатын 3 вариантта күшті. Асик, Ашөк, Асеке. Үшеуі де күшті ғой. Ашөк деген Ашөк кішкене мималау. Ашөк деген 3 күн бұрын сүндетке отырған бала сияқты. Ол рас ол. Ашөк? Көрсетші ба? Ол рас. Көрсеткені. Ол рас. Мен неге өйтіп Қоя дерден ауырған. Сондай сияқты да, Ашөк деген. Ол рас, өйткені мен үйдегі мама, нағашыларым, барлық туысқандарым Ашөк деп айтады. таң қалдым. Иә, сол үшін. Мамасы бір звондап Ашөк деп қалды. Ашөк деген кім депші? Мен ғой дейді да. Қойшы деп. Мен по приколу айтып жүргенмін. Ашөке депші. Уже Ашөк деп кеттім. Андай Ашөк депші. Ой, Ашөк дедің деген. Дорогой дедің. Реклама бар еді ғой. Меніңше әдемі, білмеймін енді. Иә. Жалпы енді күшті сөздер айтып жүріңіздер бір-бірлеріңізге. Иә. Андай қорытындысы шын дос болып кетіп жүрмеңдер. Иә. Шын дос болыңдар. Бірақ есімін атағанда да кішкене жылы немен атаған жақсырақ сияқты, қысқартып жаңағы. Ақбота деп сөйлесе, Бота сен ренжіп қаласың ғой, иә? Ақбота десе саған. Ат ет бермеймін. Маған да дөрекі сияқты. Ұрысқан кезде бәрі аттарымен ұрсады ғой. Иә. Сразу білесің, не деп тұрсың, Асқар деп. Ау, Асқар. Ештеңе, Ақбота. Иә. Вот соны жаңа айтып жатырмын да. Дико мен туралы Жансая галаға звондашы десе, болды, мен тырысып қаламын, мен болды. Вообще. Мен Жансая деп атамау керек. Өзің атың ғой десе де бір жақындарың атасы бір түрлі сияқты. Дұрыс. Жақындарыңнан почему-то соны дөрекі қабылдайсың. Неге ондай болып қалдық? Білмеймін, жақын адамдар сол Ғалымжан? Бұрыннан бері Ғалымжан дейді ғой енді, содан кейін үйреншіп. Галек, Гала қызың пайда болады, сол кезде Ғалымжан деп айтқан кезде көресің. Жоқ, мен отношение болған кезде Ғалымжан деп айтатын. Жанды ұзақ созады бірақ. Сол үшін қазір Ол енді ол отношениелерің ұзақ болған жоқ қой, бәрі Ғалымжаннан бітті ғой. Ғалымжан болып бүйтіп андайға жеткен жоқсың ғой сен әлі. Обидно. Мен соңға барайын мен. Атымды ауыстыру керекпін ба? Жоқ, өзі атыңды ауыстыратын қыз келеді. Жоқ, бұл күшті. Голый жан деп өзі. голый жан. Голый ма прям? Голый гала дейтін екінші. Бұның голыстан дейтін несі бар өзінің. Иә, байгайсынан шықпай жатып болған бірақ. Так, мен айтқым келіп отқаны, неге осы өзіміздің азан шақырылып қойған есімдеріміз өзімізге жат болып кетті? Сендер үшін, мен үшін не емес, ол проблема емес. Сіздерге не үшін ондай болып кетті? Қай моментте? Сен тупойларға неге ондай деші? Сен ақымақтарға. Маған ондай емес. Просто, иә, ұрысқан кезде солай айтса, былай айтса, Асқар деген. Ұрысқан кезде любой сөз айтса да жаман ғой? Неге? Асик деп ұрысса да жаман ғой? Еркелеп барып ұрыспайсың ғой? Жоқ, мысалы қараш, мен саған олай айтқан жоқпын ғой, Асик десе, кішкене нормально. Мен саған олай айтқан жоқпын ғой, Асқар десе. Уже официально, иә, бір түрлі ажырасуға келеді. Асик десе уже сәл еркелеп қалып тұр да, бәрібір ше. Несін еркелігін көрсетіп тұр. Сондай ғой. Әйтпесе кез келген адам айта береді ғой енді, танымайтын. Тек жақын адамыңнан естіген бір түрлі екен. Айта берсін бірақ. Менде болмап тұр. Мен сендердің естіп отырмын қыз ғой екен. Сондай бар енді. Оған жолығатын шығар мен алғашқы. Иә, құдай қаласа. Жасөспірім балдарым бар. Тіл табысу қиындау болып келді. Менде енді наоборот проблема. Мен сөйлесіп шаршадым сол балалармен. Гүлшаймен айырылысып кеткеніне уже 1 жылдан асты да, воспоминаниялар әлі де мазалайды да. Күшті шақтар ғой андай шақ, просто бүйтіп. 2003 болса өзі. Қандай воспоминания бұны? 2 жыл бұрын танысқан жігітімнің ертең туған күні. Жоқ, ол жігітке сезімің бар ма? Может, какой-то процент кішкенте. Басқа жігіттермен сөйлесіп жүрген жоқсың? Сөйлесіп жүрмін. Қандай пландар болып жатыр? Үлкен жауапкершілік алдыңдар. Сезім қалай, не істеп жатсыңдар? Қандай процесс істесіңдер қазір? Ресторан іздеп, тамада керек болса хабарласыңдар.
қазір үйдегілермен таныстық бір-біріміздің. Ботанды апарып таныстырдым, мен де барып таныстым. Енді Құдай қаласа қаңтар өткеннен кейін, үйдегілердің айтуы бойынша қаңтар өткеннен кейін ата-аналар бір-бірімен танысады. Тәтті шай. Иә, тәтті шайы бар, жаңағы сырға салуы бар. Иә, сондай. Ол жақтың әлемі басқа екен. Одан кейін тойдың планы, ұзатудың планы әрі қарай кете береді. Танысқан кезде қандай қызық болды сізде? Қандай сезім болды? Қандай бір ата-анасымен ба? Ата-анасымен. Танысқан кезде мамасы екен бірімізді танимыз да сырттан. Сөйтіп бардым, и мамасы дәл өзім сияқты. Андай, ой, келе ғой, андай отырыңдар столға деп жүгіріп андай ашық та. Мына кісі маған ұқсайды екен деп ше. Айтып едім, Асқар ең бірінші маған сөз саларда, мен мамасына сахна дайындап қойғам деп. Осыны берем деп ойлағам. Кір қалам амандасып құлағына қараң, мен алған сақинаның, 1 жыл бұрын алған сақинаның жаңағы комплект болады ғой, комплект құлағында тұр ғой. Мен ғой амандаса тұрмын деп тұр қалдым. Сосын подаркын берсем, ё-мое, мына мен құлағымдағы жаңа сырғамның сақинасы ғой дейді, енді заказ берейін деп жатқам дейді. Уақытында болады әр нәрсе деген түсіндім да сол кезде. Типа прикольно же. Солай таныстық. Дико Асқар деп кетті. Папасы келеді. Сен халатпен енді ойламадым, екен мен келеді, ұмытып кеттім ба мен келеді екен деп жаңағыдай. Көп халат бар, қысқа кетті, қалыңшы. От жағып келіп, бір сағат ұйықтап алған неше оның алдында. Жаңа жылға үйге келіп трансотсың, иә? Жаңа жылға 30 минут қалды. Халатпен келатыр, да келатыр. Сөйтіп қарайды, сәлеметсіз десем, тұрады да, иә, сәлеметсіз дейді. Фук кетіп комнатасына кіріп кетеді. Сосын не фук кетеді да, ноп-новый спортивкамен шығады. Спортивка кеткісімен күшті спортивка, Арманидың спортивкасын киіп шығам ше, андай байский көрсеткісі келмес. Батя қатырып Сыртында қалат болса. Астамайды. Ішінде болады. Тура андай ғой, классика бойынша мамасы сөйлеп жатыр, суретке түсейік десек, болып мен түспеймін деп ше, мен пам тура осындай қойыңдар тастап түспеймін құрсын деп ше. Қой енді жүз алып кетіп жүремін құрсын деп. Ертең аны сақ қоймаңдар андай нелеріңе деп. Біздің батя андай ғой, отырып үндемей отырып айыр жібереді ше. Сол папаңнан иә сен? Юморы мықты да, отырады да бірдеңе айтып қалады. Ха-ха ұстайсың сол жерде. Ха-ха ұстап қалдық үйде. Үйде қандай официальный обстановка болды ма? Үйдегі Асқар қандай да Официальный обстановка болды ма? Жаңағы бір кейбір туған туыстар жиналып, или өздерің ғана? Төртеуміз андай болды ғой. Сен үйде неше баласың, Асқар? Біреу қаласың ба? Иә. Бір штук. Ой, күшті. Төртеумізға жаңа жыл болады. Төртеумізға не фейерверк алмаған ол кісілер. Бізде енді дайындықсыз келдік. Төртеуміз қараймыз, фейерверк атып жатыр. Жаңа жылдармен. Тамақ ішесіңдер ма? Деп андай ғой. Төртеуміз тып-тынышпыз ғой андай. Бәрі андай салют атып, деп төртеуміз. Бірақ сен сөйлегің келіп отыр ба? Сөйлегім келіп, аха деп отыр. Ладно, Асек бір прикол, артынан прикол тұққан келшісің. Өзімді ұстап отырмын. Оқтағым кетті. Мына жерде бүйтіп айту керек еді. Ладно, үндемей бірақ батя айырды енді. Бірдеңелер айтып қойды. Тычка айтып біледі. Еще андай ғой, не фейерверк алмады деп айттық қой. Жүріңдер далаға шығып фейерверк көрейік деп. Мамапас, жарайды өздерің бара беріңдер деп екеуміз тұрмыз фейерверк. Типа негізі көрімізде келіп тұрған жоқ қой фейерверк. Шығыңдар деп ішіп кеткен соң. Обстановканы өзгертейік деп ше, андай сөйтіп ойлаған ғой. Шығып ше, движение болсын сәл. Сен қойды кішкене ол жердің тізгінін өз қолыңа алдың ба? Әңгімеге тартып сөйттің ба? Батямен сөйлесіп әңгіме айтып. Батямен сөйлесіп әңгіме айтып деген жоқ, мен таныстырып деген. Батямен қалайсың батя деп. Ал сен уже ботаның ата-анасымен таныстың, иә? Ол да қалай болған? Айтпа деді, бірақ не екен білмеймін. Неге айтсын? Қайсын? Мамамен танысқаның ше? Мен оны... Так, мамасымен таныстым. Папасымен әлі танысқан жоқ. Папасы бірақ біледі. Иә, біледі. Питон ғой. Лицо кетіп қалған. Папасы біледі, папасы көреді ғой енді инстаграмнан, тиктоктан, мамасы көрсетеді. Мамасымен қалай жақсы танысып? Мен жаңа айтқанда өзім бәріне қолға болып бүгін той болады, сол тойға барасашы, сол жақта таныса саламыз деп. Негізі қыз танысу керек қой. Ал біз Асик шақырғанмын да, Асик бірінші таныстырып жібердім. И мамам андай, қалайсың деп бүкіл туысқанмен танысып жүр жаңағы. Сосын айтсам кеттік деймін ғой. Сосын мама все біз кетіп бара жатырмық деп. Жақсы деп, еще кете берейік деймін ғой. Жоқ, мамамен қоштасайық. Мамам кипіш болып жатыр ғой. Жоқ, мамамен қоштасам. Жарайды, жүр қоштасайық деп барсақ. Мамам қоштасады деп. Неме деді? Есіңде ме сол сөз?
иә айтшы. есімде емес жүрегімде айта қой андай етіп айтты типа яғни бірінші танысып алдым дегенге келтірді ғой а сен оны білмейсің формула сөзбен ше сөз сөйтіп дейді Оны не деп айтты? Ұмытып қалдым, бір ауыр бірнеңесі айтты. жоқ ауыр емес қой құрсын Жоқ. маманы өйтіп неғыла бермей бірінші ұл бала таныспай ма жоқ андай қараңдар ондай болған жоқ негізі ойлағандай болған жоқ бір той болды нағашыларымның тойы сен не істеп жүрсің бот алып барған ғой иә жүр деді ол жерде мақсат таныстыру емес қой прям таныстыр Негізі деген мақсат таныстыру ғой енді. енді тойлатуға бармаған шығармыз деші. сөйтіп барып сөйтіп амандасып прям осылай отырып танысқан жоқпыз да андай тез амандасып өтіп просто обстоятельства иә сондай ыңғайсыз неде танысып қалдыңдар одан кейін жаңа жылдан кейін барып үйіне барып таныстым мен кәдімгідей официально ше мен қазір естіп қалдым сонда бірінші қыз бала танысу керек па сонда жігіттің жағымен иә или ондай жоқ мен білмеймін енді нақтысын негізі андай заң бойынша ұл бала таныстыру керек иә солай ұл бала апарады қыз бала ұл да барады сөйтіп екеуі танысады мен ойлаймын ондай не жоқ мен керісінше больше жігіт қыздың отбасымен танысқан дұрысырақ деп ойлаймын бірінші жігіт танысқаны ма онда дұрыс деп қой жоқ дұрыс дедің бота өйткені жігітті білу керек қой бірінші иә қыз иә жігітті былай сөйлесіп выбор қызда ғой соңғы выбор иә ағалары сөйлесіп папасы бұл жақта соңғы выбор Асқарда болды ғой бағана естімедім ба сондай жағынан мен дұрыс деп санаймын нақты бір не жоқ сен үйіне барып танысқан кезде қандай өртеністер болды ойбай өртеніс болды ғой отырып иә бешбармақ келеді ғой үстінен біреу бензин құйып кетті үстінен біреу бензин құйып кетті обязательно жағып кетті сөйтіп ет турау керек қой күйеу баласың ғой иә сыналатын жері сөйтіп қолым вилканы алдым деші талпам пышақпен турайды ет алып тістеп пышақты алып жай турап қолың күйеді ғой ана ет деген ыстық болады ғой күйіп өліп бара жатыр қолым ше мына жерім түре бермейсің қызарып ше түр бермей пышақ үйже дұрыс өтпей ма қазы деген шашылып отыр апам ше жаман қарап отыр анау кішкене әдемілеп етті четко тура қойдым ше кубик кубик куб тура алмайды ғой ет деген кубик куб тура алмайды ғой негізі до того не істерін білмегеннен өртенгеннен әдемі тура қойдым етті 3/3 қылып па кәдімгі әдемілеп барлық формасы бір бірдей қылып ше мен үйдің жалғыз баласымын тамақ пісіріп үйреніп қалғанмын ғой бұрын кішкентай кезімде соған білемін да четко турап тастадым да и қазын турайын десем пышақ өтпейді да андай іші ағып кетеді бургердің помидор ұқсап ше ана ет болып кетіп жатыр ма қазы емес жай бүйтіп әйтеуір бірдеңе істеп турап терім деген бүйтіп ағы бүйтіп отырдым шүкір алла деп біттім ғой деп па иә біттім ау деп сосын маған айтпадың ғой мынаны жанында отырмын бірақ мынандай ішіге байқамаппын байқамайсың ғой іштей болған нәрселер ғой маған сол процесс неде қазын турап жатасың ғой и пышағын өтпей бастайды ғой иә сәл қазарып биіп бастайды ғой майысы былай қарай сол кезде қазын алдайсың ғой өйтіп бүйтіп мынаяқтан істеп қоясың мынаяқтан істеп қоясың сөйтіп бір потайында боласың ыңғайын табасың жоқ андай өз ағашпен турасаң турайсың ғой идеально қылып ше қамырдың үстіне қамырдың үстінде андай ұстап тұрып ше сен қазір сәл болып тұр ғой мен кринждің көкесін айтайын иә дико біздің үйге бізде ұзату сырға салу бір күнде болды күндіз сырға салу кешкісін ұзату ол бала ұзатуға сырға салуға келген кезде әртүрлі ырымдар бар иә келген кезде есіктен бастап тонайды ғой өзі негізі қалтаңның барлығын иә әртүрлі ырымдар бар ол жерде нахаду ырымдар шыға береді лишь бы ақша алу үшін мұндай жоқ еді ғой дей алмайсың бәрін істеуің керек ол ырым ба салт па енді өздері ойлап тауып салт білмеймін енді оны не деп айтады нақты кішкене несін білмеймін анықтамасын бірақ дико солай келеді и жастар бөлек бөлмеде отырады само собой білесіңдер дастарханда отырамыз и құдалардың өзінің несі бөлек жаңағы құйрық бауыр дейді анау дейді мынау дейді апарады ғой бас жаңағы апарады құданың алдына дикоға төс келеді иә кәдімгі күйеу балаға арналған төс келеді жеңгем алып келеді короче и бұл ана табаққа ақша салады жеңгем төс дейсің ба жеңгем алып келеді енді андай жеңгелер алып келеді ғой түсінбей қалдым момент жеңгем жеңгелер алып келеді төсті сосын бұл сол енді төсті еще бұл тауысу керек негізі по сути еттің бетінде жоқ тыңдасаңшы сосын
по сути тауысу керек. Бұл бірақ онда енді майлы нені онша жей алмайды екен. Содан кейін мен тұрамын да айтамын, мен кішкене ырымын жасады, там үстіне ақшасын қоя салып, болды, сосын қазір алып кетеді ғой жеңгелерім келіп деп. И мен жеңгем келеді. Сосын жедің ба деп сөйтіп қалай күйеу бала там неттің ба деп өйтіп жей тауыспапсың анамыз жоқ күшті екен төсіңіз дәмді екен деді ғой. Төсіңіз дәмді екен деген. ойлап тұрған ғой. Рахмет, төсіңіз дәмді екен. И ол анандай моментте кринж историялар өте көп болады да. Но не до такой степени же деген сияқты сөздің несін. Жоқ, мен жетім, я төсіңіз дәмді екен деп болды, міне осылай болды бізде. Бірақ ол дұрыс формулада сөйлеп тұр. Дұрыс формулада сөйлеп тұр, иә. Дәмді жасапсыздар десе де болады негізі. Оны бірақ жеңгем мән берген жоқ, қарбаласта жүр ғой бүйтіп енді үйдің андай. Төсіңіз дәмді екен, кешке тағы келем. Алып қалыңыз кішкене. Сөйтіп сондай жағдай болған. Той жазға жоспарлап отырсыңдар ма? Иә, жаздың бірінші. Күшті. Бізді шақырмақ қойыңдар, Шақырамыз. Бұйыртса, иә, біз ана мама папалар өздері үлкен той жасайды екен туысқандарға. Сонымен Айсек екеуміз бұйыртса енді осылай жастарға, достарымызға бөлек жасайық деп жатырмыз. Бұйыртса шақырамыз. жастарға кіреміз ғой төре. Не болып түсінбей ма түрдеміз? Асқар сол жаққа қосып жүрген ғой бізді. Өз жоқ ше. Біз негізі қазір жастардың орта жасы қаншаға созылды? 41-де. 35-ге созылды ба? Кіреміз. Шүкір 35-ге дейін кіреміз. 5 жыл бар, 6 жыл бар. Смело кіреміз. Голодирміз. Ал андай жігіт жолдас, қыз жолдас деген бола ма? Дайындап қойыңдар ма ондай? Бола ма ондай? Негізі кейбіреулер қазір болмай-ақ та. Қазір андай жігіт жолдасыз, қыз жолдасыз деген бір тренд болыватқан сияқты өздері ғана отырады бүйтіп. Иә. Жаңа туысқандардың тойында жігіт жолдас, қыз жолдасты қою керек қой. Классика бойынша болу керек па? Тұрып отыра берген. Тағы біреулерді қинап қою керек қой. Командная работа ма? Командная работа. Әңгіме ету керексің, иә. Иә. А былай өздерінің тойда емін-еркін, иә, даже столға отырып. Свободный болады шығар, барынша. Өте күшті, иә. Негізі өте. Маған бар ғой, тойдың боларынан боладысы қызық деген. Негізі момент күшті. Бәріне дайындалып. Бірақ негізі қыз баласына андай кішкене ауырлау сияқты. Ұзату той жасау. Өйткені мысалы жігіт жақтың тойын туған туыстар бәрі жабылып, қыздар жақта да жабылып көтеріп жүреді ғой. Дегенмен қыз бала әрбір детальді ойлап, өз қалтасынан салып, тауып, қойып андай бүйтіп қалмасын деп, оны ата-анаңа да айта алмайсың. Мысалы мен өзім тойымда енді әр нәрсені сұрай бермейсің, дегенмен бәрі болғанда қалайсың. Біз тойға дейін біраз нені бітіріп тастадық. Иә, біз көп нәрсені сатып алдық. Көп нәрсені сатып алып, дайындап қойдық. Жаңағы туған туыстың, отбасының несіне қалдырған жоқпыз жауапкершілігіне ше. Сол жағынан қыздарда кішкене қиындау сияқты. А ұлдарда жаңа үлкен той, бәрі жұмылып істей салады да. А қыз баланың жасауы әрбір нәрсе маңызды сияқты сол жағынан негізі. Менде уже дайындық басталып кетеді. Яғни мамадан сұраймын, анау қалай, мынау қалай деген сияқты ше. И мамаларға салсаң, кәдімгі анау бізде албандар жасайтын бір Кружинский тракт деген бар. Не қандай еді нелері? Ресторандар бар. Диана сол сияқты жасай салайын деп тұр. Сосын ойлаймын, блин, андай кішкене енді блогер болған кішкене креативно жасайыншы деп, и сол үшін бәрін өзім қолыма алдым уже. Иә, солай болып кетеді. Жауапкершілік өте көп болып кетеді. Тіпті сен ертең Асқар жақтың тойына да араласасың, бәрін жасап жүр. Баннер мынандай болсын, анау андай болсын деп. Сондай болып қаламыз. Асқа айтамын ғой, менде дайындық басталып кетті, мен көйлегім дайын, мен сырға салуға жаңағы дизайн бәрі дайын, мен организатор тауып қойдым. Сен не істедің десем, мен ба уақыт бар ғой әлі деп ше. Сырғасына уақыт бар, жоқ. Костюм ештеңе алған жоқсың? Жоқ. Бар ғой бәрі. Көйлекті тіктіресің ба? Бұйыртса, иә, тіктіретін шығармыз. Бюджет деп соған кіргізсең. Бюджет Миллиондап ақша жасады, 20 миллион, 30 миллионға той жасадым деген құптамаймын. Жағдайым болса жаса, бірақ одан да бөлек бізге квартира алу керек дегендей, мама папаға көмектесу керек дегендей кішкене андай средний, бірақ креатив қосып жүруге болады. Ақша болмаса, и сол вариантпен шығып кетейік деп отырмыз. Креатив хабарласасыңдар ғой. Менің екінші атым креатив деші. По городу Гала креатив, если что. Наберите. Так что, жаңағы осырық тақырыбына келсек. Бұл бәсе, бұл не құрып жібермеді деп қойған бұл тақырып. Ол тақырыпты мен қалай құрып жіберемін мен айтыңдаршы. Жоқ, маған қызық. Жоқ, маған да қызық. Жоқ, мысалы сіздерге қызық емес па деші бізге қарап. Бір сұрақ. Сіздер осы жаңағы жел жіберу процесі көз алдыларыңызда болды ма, орын алды ма? Обязательно. Күніне 7-8, одан минимум. Опа, сіздерде орын алды.
алды. Иә. Екі тараптан да. Оны айтпай ақ қояйық деп отырсаң. Зачем? Нақтылап. Сіздерде екі тараптан да бір тарап? Бір тарап. Хорошо. өтірік айтпай ақ қой. Неге мені ғана айтып отырсың деші? Соны айтайын. 7-8 дегенге ба? Прям күшті кете ба? Ұрлап кетті. Хорош. Жоқ, мен айтып Мен келгені сені ғана айтып отырмын деп айтайын деген. мынандай ұғым бар. Адам өз адам тапқан кезде, мен енді алдында стендапта да осы материалды айтып жүрмін да, қызық взгляд. Өз адам табасың қала, сыйластық андай мұндайдан бөлек, сен бір-бірінің көзінше осыр алсаңдар, ол сенің адамың дейді да. Мен миым сынады осы жерде ше, ол махаббатты қашаннан бері осырықпен өлшейтін уақытқа жеттік деп. Қалай мен мысалы, қалай ол? Сен как это вообще? Мен әйелім мен көзінше осырса, мен терезені ашамын ғой таза болып кетемін. Еще ары қарай секіріп кетемін деші. Ары қарай секіреді ғой. Или өзім секіріп кетемін. Миым сыймайды мен. Жоқ, анандай ғой, например, барынша махаббаттың дәрежесі жақын болған сайын өседі ғой, бір-біріне таныған сайын. Яғни настолько комфорт деген нәрсе болады да, жанында комфортно болып кетеді деп барынша. Сен махаббатсың деп отырсың, он жаққа неге өйтіп отырсың? Қолдауларыңыз күтіп отыр, қолдауларыңыз күтіп отыр. Бір-бірімізге үйреніп, комфортно болып осыры. Гала айтады да. Гала бізге айтады ғой, қыз үйленгеннен кейін максимально комфортно болғаннан кейін сол процесстер орын алады, иә? Мен ойымша, иә, өйткені енді адам өзің сияқты болып кетеді да. Ешқандай маскасыз жүре бересің, и сондай. Жоқ, енді қараш, сенің ойыңша қыздар бітеу ма? Прям. Не, андай, жоқ, не істейсің енді қолыңнан келмесе, сен максимально ұстайсың өзіңді. Жоқ, неуправляемый болып кетсе қайтесің сонда, сен сонда әйеліңді. Сен өзі көтенді управлять ете аласың ба? Сен управлять ете алмадың ғой өткенде менің көзімше. Жоқ, Галашы? Жоқ, мен сен досыңмын. Досыңмын дегенше, мен бұның әйелімін, ол менің күйеуім. Гала бір осырмайтын адам сияқты сөйлеп. Жоқ, жоқ, мен жел шығарамын ғой. Мен осырмаймын, мен жел шығарамын деші. Көрермендер айтатын сияқты, білмеймін осырық туралы айтты десе, не қалай болды десеші, білмеймін бірін осыра береді екен деп. Жоқ, мен қарсы емеспін, бірақ менің әйелім или қызым сондай процесске тап болса, мен білмеймін қалай өзім ұстайтын ол моментте. Жоқ, сен неге ойлаған? Ойлағансың, иә? Спокойно жүрсің ғой бірақ. Жоқ, мен түсінемін. 7-8 деп нормально жол беріп қойып отыр ғой. Көтені ұстай алмайтын ауру болсам, мен түсінемін, бейшара ауру ғой енді. Депші? А сен когда сен оны ұстай аласың, а почему мен бұны ұстаймын дейтін ниет болса, это уже не уважение ма или... Жоқ, мысалы қара сен барынша тырысасың ғой, тырысасың. Қыз арасың. Бірақ, иә, сен білесің ба еще ұстағанда да деп білдіріп қойсың ғой өзің. Внутренний взрыв қой. Дейсің ғой, иә, внутренний взрыв деп сен айтқансың. Мысалы, қыз бала жайдан жай, ол даже өзің күйеуің болсын, жігітің болсын, комфортный отношенияға кіріп кет, бәрібір барынша онда мәдениетсіздікке неге бармайды? Деген мен, сенің также менің көзімше болған жағдай сияқты, ондай да ситуациялар болуы мүмкін. Бірақ қиналған жоқпын. Мен сен бар екен білмей алдым. Алдыңда тұрдым. Жоқ, негізі мен біздің үйде болған жағдай, мен қалай мен бар білмей қалады. Мүсін деп ойлап қалыппын. Көленген. И сондай ситуациялар болған кезде. Борныға бара жатқан жолда ғой енді ол мен ниетім үлгермей қалдың ғой. Үлгермей қалдың ғой. Бара жатқан жолда үлгермей қалдың. Табиғи қысымның кенет күрт өзгеруімен. Енді сен қараш, оның бәрін физика бәрімен бүйтіп ақтап алып жатырсың. Мен енді айттым ғой, мен ниетім сен көзінше осыр болған жоқ қой. Енді ешкімнің ниеті күйеуінің көзінше бұртылдатып отырмайды ғой енді. Или әйел солай деп тұр, комфортно. Еркектер көбіне ер адамдар әйелінің көзінше сондай деңгейге кетіп қалғанда бүйтіп қойып отыр. Жоқ, бізге жарасады, иә? Жібер қой бүйтіп. Ол болмайды. Неге жарасады? Мен аяғымды бекер былай қойып отырған жоқ. Жоқ, неге сендерге жарасып қалды ол? Бізге жарасады деген сөз. Үйімізде тек осыру проблема болсын, андай ұру соғуға қарағанда. Анау бір сөз бар ғой, осырақ шалым дейтін осыдан шыққан екен ғой. 30 жыл болғанша осырақ шалмамын болсын деген. Жоқ, просто ол андай емес. Қызбен жігіт жүріп, жігіт енді әлден қыздың көзінше ондай нәрселерге жол бере берсе, значит қыз сыйламауы мүмкін. До того мен жақсы көргеннен деп ойлауға болмайды. Бірақ егер де уже
біраз уақыт жүрген шамалы өздерінің енді меркалары бойынша жарты жыл бір жыл өтіп кетсе. Дико дейтін масқара жел шығарады ғой. Мен айтамын ғой, ой қумашы деп. Мен Жансу екеуміз қосылып айтамыз ғой, сен жынысың ба деп. Еще сен бүйтіп айтасың ғой, білесің ба? Жансу, сен қалай шыдап жүрсің деп сөйтіп айтасың. Мен как дос ретінде мен ренжіп қаламын, жынысың ба, мен отырмын ғой деп сөйтіп қаламын да мен. Ну, оны солай жақсы көресің ғой. Осының түрі көп деп. Мынандай болады. Ішін ашпай қойын деп тұрып ше. Ой, жоқ, дегенмен енді жарайды, біртүрлі анайы тақырып болуы мүмкін. Дегенмен енді одан ешкім... Естественный процесс. Бетек Галаның несін жояйық, давай Гала бір рет өшер. Кеп тұрса айт. Үйтіп әңгімеге жаппа. Бәрінің көзінше екінші уровень өтейін ба? Сендердің уровеньдерін өтейін ба? Өт. Дайынсыңдар ба? Бұл бірақ бар ғой, не только ол, жарайды ол андай тақырып қой. Бұл өзінің әйелін таңертең тұрған кезде дейді. Мен ұйықтап жатамын ғой дейді. Ұйықтап жатамын, әйелім бояусыз түрін көріп, ема жақсы көрмей кетсем ше. Жоқ, бояусыз емес. Типа ұйықтан тұрғандағы түрін көріп. Ұйықтан тұрғандағы түрін көріп. Так же менде де андай уайым бар. Ол страх, это ол андай емес. Ол типа мен неизбежнамын ғой сезім дейтін нәрседен. Мысалы, ол мен управлять етпеймін ғой. Где-то мен управлять етемін, где-то нет. Мен мысалы, қара жаман ойлап қалыңдаршы, пожалуйста. Просто ой. Мен екеуміз бір досымдікі деп айтып салайыншы. Бірақ мен екеуін біліп тұрсыңдар ғой. Енді әйелім, таңертең әйелім мені хорошо. Бачыста болып, деп ұйықтап жатқанымды көрсе. Мен қалай жақсы көрдім деген ой келетін шығар деп ойлаймын да. Өмірде ғашық болып көрдіңіз ба? Иә. Шынымен ғашық болып көрдіңіз ба? Иә. Бір махаббатты бір несін ғашық болып көрмеген жігіт сияқты сөйлеп отыр да андай. Мен соңғы неде ғашық болдым. Бұл бірақ қатты ғашық болған негізі. Әлде ғашықпын. Қатты. Оларды мен мектепте ойлайтын, мен кейін күйеуім бүйтсе ойбай. Ну, реально қарасаң. Иә, соңғы енді өзім түсініп отырмын, соңғы уақытта енді ғашық болғаннан кейін ғана осы отқан сондай болды. Бірақ әлі де бар. Мен просто қорқамын, что мен білмеймін, мен әйелің сені сондай түріңмен жақсы көрмей қалуы мүмкін, но также сен де сондай түріңмен ұнатпай қалуы мүмкін. Мен емес, бір чувство емес, екі тарап. Әйел адам олай болмайтын сияқты, жүрміз ғой неше түрлі түрлерді көріп. Нормально ғой. 5 жыл болды. Қабылдайсың иә соны нәрсені? Қабылдаймын. Менен басқа қандай түрлерді көріп жүрсің? Жиіркенбеймін де, мына немеге тидім демеймін де, ешқандай ой келмеген ешқашан. Менде просто қорқыныш бар дедім просто сондай. Қорқыныш? Ол сен бұл қорқыныш керек емес. Болмайтын нәрселерге қорқасың да, сен керек емес, конечно. Сен ол өз көзіңмен. Типа, может мен ойлап сен бар ғой, бір адам жақсы көрсең, ол қандай қалпымен жақсы көрсең. Иә, соған. Мынау біздің микрофон. Жігіттер. Бізде керісінше бойымай қош дейді. Керісінше макияжсыз түрің ұнайды дейді да. И андай шын сезім махаббат болған кезде керісінше адамды бір болады ғой, олар особенно үйде қыздар шашын буып алып, там пижама киіп алып жүрген кезде, блин, әдемі болып тұрсың дейді, андай күшті болып боянасың, бір комплимент айтпайды ғой. Сондай ғой, әсік типа андай. Мен бүйтіп жүрген кезде ұнатады да, ал бүйтіп жүрсем, не сонша бүгін ол жаққа келетін, мен негізі андай костюм кигенмін, мынандай чокермен, мынандай ботол андай жүр, өйтіп не қылмай ақ қойшы деп ше, андай былай да әдемі болып тұрсың деген сияқты. Бірақ иә. На изи жер ғой андай. На расслабоне осылай отырып. Жақсы көрген адамды мен ойымша макияжсыз көрсем қалай болады екен деген. Макияжсыз дейтін қош жүрді. Макияжсыз дейтін қош жүрдің ғой. Жоқ, мен байқамай қалдым. Ұйқыдан тұрғандағы сосын түзеттім ғой. Сонда тупойский ой бар. Ұйқыдан тұрғанда. Боянған қызды. Мен кінәлі емеспін ондай ойлаған үшін. Менің кінәм жоқ деп ойлаймын. Просто страх, просто көзқарас айтып көрдім болды. А так я такой деп жатқан жоқпын. Мен бірақ сен андай тревожныйсың, болмайтын нәрсенің барлығын уайымдай бересің, сен бетпе-бет кездеспегеннен кейін. Бірақ келмей жатқан. Онда тұрған негізі ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жоқ, қыздың сұлулығы деген не только жүрек, бетінде емес қой дегім келіп тұр да. Ол кәдімде, мінезінде, көркем мінезі дегендей. Сондай жақтар. Асеке болып отырсың ғой. Жоқ, жаңа басында я вас осуждала, потом мені түсінгім келіп отыр да. Негізі кейбір ер азаматтар болады екен, например, кейбір бұл боянбай осылай жүре берші дейтін азаматтар болады да, мен осылай жақсы көремін. Ал кейбір азаматтар болады, менің әйелім таңда тұрғанда мынандай әдемі болып тұрсын, бір жаққа барғанда осылай киініп жүрсін, әбір жүрмесін, всегда прическамен жүрсін дейтін ұлдар болады. Менде бір досым болған тоже. Менің әйелім 50-60-70 килограмм болса, мен айтам, аз деп айтам. Бет әбір жүргесе барда боян деп айтам. Может, сіз сондай қатардан шығарсыз? Ондай емессіз. Мен YouTube үшін просто әйтпесе. Әйтпесе трезвый адаммын ғой, көзқарасым. Жоқ, енді қара, мынау қызық. Мен осы отқан сондай қорқыныш болатын, соңғы 1-2 жылдыққа дейін, 1-2 жылдыққа дейін сондай болды.
1-2 жылдыққа дейін осындай ой болды. Бірақ соңғы бір қызбен кәдімгі сөйлесіп 1-2 жыл қатынаста болып ғашық болып, я наоборот мен айтамын, сен боянбасаң әдемі, шынында. Өйткені шынайы екен, ана прям боянбағанға ғашық болдым. Боянбаса тоже әдемі. И сол кезде түсінгем. Бірақ сол қорқыныш, хорошо, мен қызға нетпеймін. Ол мені жақсы көрмей қала ма деп қорқам кейде. Енді большинство ұйықтаймын, мен өз ұйқымды білемін ғой. Сол үшін шығар мама Астанаға оқуға түсірген. Кетші деген. Боянып ұйықтау керек қой саған. Четкий уже. Білмеймін енді, мен сенің сұрағыңа жауап Мен ойымша бұл кісі жаңағы ара қатынасын ең алғашқы этаптарын уайымдайтын сияқтысыз. Егер сіз сол этапты өтіп кетсеңіз, бұлардың бірі фигня ғой, біз вообще фигня әңгімелер ғой. Страх бар. Біздің возрастта фигняның фигнясы ол. Біз үшін вообще басқа нелер ашылып отыр қазір. Озыруды айтып отырсың ба, брат? Қалай түсіндірсем екен? Осыру наоборот кайф ба? Осыру деген не ана жақта? Қада осырудан махаббат тауып алуға болады, осырудан. Махаббат тауып алмайсың? Мен мысалы қазір ойланатырмын да, мен арасынан бүйтесің деп. Мен мысалы өз сүйген қызым осырса күшті. Не істесе де күшті ғой. Сүйгенім болса главное. Жоқ, енді тек шектен шығып кетпеу керек те. Әшейін маған болды екен. Мама папам көзінде отырмын. Жоқ, кейбіреулер бүйтіп бүйтіп ескететіндер бар ғой. Көрпенің астына тығып алатындар бар ғой. Ебать, ондай таныстарым бар, көрпенің астына тығып алатын. Ойбай. Мен үшін өте дико бұл. Конечно. Мен миым. Ол енді ол кішкене артық. Кішкене емес, кәдімгі артық ол. Оны мен кішкене деп отырмын. Жетпеңдер, ойбай, жол бермеңдер. Соны әйелдер күліп айтып отырады. Ойланып жүрсің ба? Соны әйелдер күліп айтып отырады бейшаралар. Иә. Травма алып кеткен ғой. Татау қалай реагировать етуді білмеймін, деп отыра бере ма? Мен ескетті, тұншықтырды деп өткенде. Адын айтып қойын, сөйтіп айтып отыр да. Вот. И соны шыдап отыр. Дико, сен сонда мысалы, ол қазір Дидар екеуміз 30-ға келіп қалдық, 30-дамыз, иә? Значит, ол қай кезде келеді? 35-40-та келе ме ол нәрсе бізге? Или уже кейбіреуінде бар ма? Уже марттан былай қарай уже дайындалыңдар. Гороховый суптың сезоны басылады ғой. Сол кезде же дайын жүрсіңдер ғой. Білмеймін енді. Мә қызық. Ой, керемет, халыққа пайдасы бар тақырыпты талқыладық. Қызық. Өте күшті. Не туралы болды деп. Қандай болмасын, жаңағыдай осырақ шалым болған. Ол нәрсе андай біздің бала кезімізден басталады ғой. Роднойымызбен бүйтіп жүріп, қызбен жүріп, родной болып кеткеннен кейін. Руки-то помнит, да? Иә, руки-то помнит. Да, қызық. Әдет па ол, тәрбиесіздік па біздікі? Білмеймін. Жоқ, мысалы, бана бот айтты, салмақты болып кету жайлы. Бұл нормально ма, не нормально? Мен ойымша, әйеліне айту, әйелін болсын бір адамға айту, арықтасашы деп, нормально сияқты, мне кажется. Егер сен андай... Жоқ, мен енді қандай ниетпен айтып тұрмын ғой мәселе бұл жерде. Мен де әйелім, мысалы, 120 килограмм болып кеткен қаламаймын. Мен әйелімнің алдында. И әйел тоже саған айтса да нормально деген сияқты. 85 уже асып баратсың, 90 ты че деп айтса, мен түсінемін, сен мен жақсы көрмейсің, кетіп қалмаймын ғой, былш-былш еді. Көтім көтере алмай. Бұрып жүрші мен. Сен мен жақсы көрмейсің тұрғыз деп. Это нормально. Ол, да, дұрыс емес естілуі мүмкін. Бірақ үлкен проблеманы алдын алады ғой бұл нәрсе айтып. Ондай нәрсені жақыныңа ғана айтасың ғой. Оны бар ғой. Мен, оны олай айтуға да қарсы емеспін. Енді ол енді жақсы болу мақсатында айтарсың, иә. Бірақ, мысалы, сенің де телосложениең жетісіп тұрмау мүмкін, допустим, иә. Немесе сен қатты спортивный болмауы мүмкін. Салыстырмашы, өтінемін. Ей, тыңдаш. Сен до конца тыңдаш. Бәдік. Кез келген нәрсені салыстырып қалсың. Тыңдасашы бірінші. Айта қой. Бетіме қара, көзіме қара. Қарап отырған жоқ. Короче, мысалы, сен де, возможно, сен әйелінен арықтау болуы мүмкін, бірақ сен спортивный телосложениеде емессің, иә? Бірақ сен әйеліңе, сен семіріп кетіпсің, арықтасашы деп айтқаның, ол бестактность, негізі. Сол үшін былай айтқан дұрыс сияқты. Давай екеуміз фитнесқа жазылайық. Бірге барып жүрейік, бірге результат көрсетейік деп. Ол итак тарық қой. Кім? Күйеу итак тарық қой. Жоқ, енді күйеу арық болып жүре бермейді шығар. Жоқ, мен Жансен әйелін шақыру мақсатында. Мен әйеліне спортивный тело деп айтып отқан жоқпын. Просто арықтау жайлы айтып отырмын. Енді ол арықтау үшін де сен әйеліңе тұрып алып, сен арықта, сен семіріп кеттің деп айта алмайсың ғой сен. Маған мысалы арықта семіріп кеттің десе, маған обидно. Егер де ол бұл жерде подходтың әңгімесі ғой,
сол ғой. Былш еткізіп айтқаннан гөрі маған Жансая екеуміз там спортқа жалысақ қалай, бір-бірімізге как раз мотивация боламыз, анау-мынау боламыз. И как раз тұрамын, по идее, мен мына жерлерім бәрі толып кетті, мына жерім бәрі деймін да, давай барайық деймін да. Ол одан ештеңе жоғалтпайды. Как минимум жақсы телосложение мен басында айттым ғой, егер ниет жақсы ниетте айтылатын болса дедім ғой. Жоқ, мен енді жақсы ниетте айтылатын болса, айта беруге болады ғой, мен бітті да, бірақ мен дело в подаче деп айтып жатырмын. Әйеліңе, значит, айта беруге болады жақсы ниетте екен деп, мен саған жақсы ниетте айтып тұрмын, Жансая арықта десе, бір түрлі, то же самое. Ал егер подходпен дұрыстап айтса, Жансая екеуміз де фитнесқа барайық, сөйтейік. В конце концов, денесін телосложениесін жөндемей ақ қойсын, бірақ пайдасы бар ғой спорттың бұғанда, Дидарға да. И солай баруға болады. Шпендере. Просто андай бүйтіп айта салуға болмайды дегенім ғой. Бәрібір андай ғой, өзің жақын адамыңнан андай болып естіп қалады. Енді сен мысалы әйел адам көбіне, көп 95, 97, 90, 100 дейінші деп кете берсең. 95% бала босанғаннан, гормоннан семір кетеді, толып кетеді. Ол менің де басымнан өткен. Мысалы, мен әлі күнге соң последствиясымен алысып келе жүрдім. Бірде былай деген сияқты. Өйткені денсаулық сен гормонды басқара алмайсың никак, ше. Біреулер сол гормонның әсерінен толып кетеді, біреулер арып кетеді, арып толам деп бір гормон ішіп, одан сайын быт-шыт болып кетеді. Тері бәрі да, и ол өзгеріс түптің түбінде осы жанға тұрмысқа шығып, осы кісінің ұрпағын өмірге алып келгеннен кейін, бала дүниеге келгеннен кейін болып жатыр ғой. Соответственно, жақын адамыңнан андай қалай айтса болады, жақын адамың саған олай грубо айтқаны неприятно. Хорошо. Бірақ айтуға қарсы емеспін. Дегенмен просто подача дұрыс болса. Айтып едім, залы нельзя так деп реагировать етіп қалды да, мен айтып отқаным, это нормально. Бұл нәрсе айтылу керек. И хоть интимный тақырып болсын, барлығы талқылану керек деген сияқты ғой. И бұның қасына салмақ фигня ғой в целом. И дело в подаче, да, енді мен басын айтып отқаным. Дұрыс ниетпен, дұрыс жеткізу. Енді әркім қалай жеткізетінін өзі біледі ғой, формуласы әртүрлі, үйін темпі. Сондықтан да нормальный нәрсе деп ойлаймын. Жоқ, иә, сен дұрыс айтып отырсың, ол ренжіп қалады кейбіреулер. Неге, почему сен өзіне қарап алсашы деп тоже жаңағыдай салыстыру или там сонымен салғыласу. Жоқ, енді в любом случае андай ғой. Жоқ, енді в любом случае сәл енді өзі толық болып тұрып, әйеліне арықтасашы деген кішкене келіспей кетеді, былай да сырттан қарасаң. Содан кейін айтып жібереді ғой, енді әйел адам по-любому болса, өзіңе қарамашы. Передача бар еді ғой. Бүгін бізде қонақтар диетологтар дейтін. Толық бір әйел отырады. Екеу ол кісілер. Екеу ол апай екеу. Анау еще күлкісі келіп. Бірақ ол кісі енді возрастта ғой. Бәріміздің папа мамамыз сондай ғой. Біз өшеден кетіп тұр ғой біздікі. Біз диетологты арық қып қарап отырық та, ол просто өзі арықтағысы келмейді, но диетология жағынан білімі мықты. Арықтағысы келмеу емес, мүмкін ол кісіде бәрі дұрыс, тек өзінің гені несі сондай шығар. Телосложениесі, өйткені бәріміздің ата-анамыз сондай бәрі ғой, денесінің бәрі. Анаған келеміз ғой, молдан істеген емес, айтқан істе дейтінге келеміз. Сондай ме? Білмеймін. Істеген істеме, айтқан істе. Айтқан істе, істеген істеме. Күйеуің істеген істе, айтқан істеме? Қалай өкіт? Күйеуің айтқан істе, істеген істеме. Мен бірақ осы орайда мен Ботаны былай сырттай бақылаймын, білем, қыз бала ретінде өзінің фигурасына. Мен Асқарға вообще респектимін. Студент кезде КВН ойнағанда қандай едің, қазір қандайсың деген. Спортқа қатты неткен. Байқадыңдар ғой результатын. Біз браво дедік, когда сенің бір андай фотоңды сақ қойдың ғой, вот реально күшті нәтижеңді. Жоқ, иә, шынымен мен 67 болдым. КВН ойнап жүрген кезде 67 килограмм деген бойым үшін өте аз. Бойым 1,87. Ол кезде 1,85 болған шығар. Өскен шығар 2 сантиметр. Бірақ салмағым 67 болды. Ол мен үшін андай ниет. Комплекс. Андай сол қалай жинаймын, тамақ ішемін, бірдеңелер ішемін, әйтеуір бірақ андай дәріге не істеп кеткен жоқпын. Сосын Манастың ағасы бар, Алпамыс деген. Сосын айтты, давай тренингаға барайық, тренировкаға барайық. Ауыр салмақтармен істесең, сенің генің не ғой андай? Ірі ғой, үйіңдегілер саған салмақ қосуға болады деді. Сөйтіп бір жыл бардым, 67-ден 85-ге дейін бардым ғой. Бір жылда. Қанша килограмм? 20. Почти 10 ғой. 18. 18. Нан кейін математика жақсы. Байың математика. Қос олдым да одан кейін қазір 83 болып қалдым қайтадан. Жаман емес. Тойдың уайымы. Тойдың уайымы, басқа да уайым. 10 жыл болды почти. Сол
74-76 ортасында. Бірақ ертең сен енді үйленгенде өзіңді қолға аласың ғой, иә? Семіріп кетпеуге тырысатын шығарсың. Бізде ағашыларымда да өзім туысқандарымда да семіз адам жоқ. Толық адам жоқ. Толық адам жоқ. Бірақ мен сұраймын ғой, кейін сен пузан шығып кетпей ма деп ше. Кейбір қыздар ғой, пуза ұнайды екен. Сразу айтып қоймаған деп. Сондай қыздар бар. Кейбір қыздар, мен таң қалдым, подругаларым айтады. Біреуге көтен ұнайды. Андай жігіттің пузасы болса мен кайфовать етпей көрді. Что деп ше, айтамын, вот не болмай ма деп ше. Мен саған қашанғы айтамын, кайфовать етпеймін мен деп түсіндіре алмай жатырмын саған десе. Дикода ондай қатты жоқ, бірақ енді сәл үйленгеннен кейін салмақ жинағаны бар. Иә, салмақ жақсы ғой. Но сен маған груб айттың, семіріп кеттің деп. Айттым иә саған. Иә, талай айттың көзінше ше. Міне қараса. Сен оны айтасың, Гала, тоқта, Жансая, сен семіріп кеттің деп кім айтты маған? Мен айттым саған. Нормально? Қалай нормально? Күйеуің емес қыз зато деші. Еще былай айтады, саған сен семіріп кеттің дейді, толып кеттің жоқ, сен семіріп кеттің. Саған біраз кішкене тренкаға барып салмақ тастау керек дейді. Маған уже план құрды саған андай, не істеу керек. Мен андай емес. Жансая, сен толып кеттің ля-ля-ля емес менде. Мен Жансая, мен как дос ретінде ғой, дос жылатып айтады деген позиция ғой менде. Жансая, кішкене толып кеттің. Мен саған полный не алып бердім ғой, спортқа баршы деп, киім помнишь? Барышым ғой тренировка. Бір жылдан кейін енді бардым. Енді не істеймін, былтыр бара алмай қалдым. Жаным ашымаса үйтпес едім ғой саған мысалы. Жоқ, енді мен де саған ондай еш нәрсе бетің айтпап бұны соққа дейін негізі, байқайсың ба? Гала өзі фитнеске бару үшін бізге полный киім алып берген. Бірақ иә, ол жағынан жақсы. Жоқ, мен просто возможно кішкене подача мен тез айтып қаламын, ойланбай сөйлеп қаламын, мен дос болғаннан кейін. Возможно сол жерде ақаулар бар шығар. Бірақ ниетінде ондай емеспін ғой, просто ниетінде әйтеуір. Бірақ кез келген жағдайда деп ойлаймын да, біреуге бірдеңе айтпас бұрын, негізі бірінші өзің ана адамды ойлау керек екен. Чем мен өзім сондаймын ғой, айтып қойын мен байқамайды дегеннен көрші. Оправданиесі қиын екен да. Ана адамды ойлап айтсаң, ну мен саған ренжімеймін, білесің ғой, нормально. Қайда барасың? Нормально киім әпергеннен кейін, конечно, не дей аласың деп. Бір сұрақ. Асқардың қандай поступкі бар, который сіздің есіңізде қалып кеткен? Мә, осы үшін мен қатты жақсы көремін, уважаю, ескен кезде дейтін самый естелік. И сендерде де, сендерге де тоже. Осы сұраққа касается тоже. Қандай бар еді? Ойланыңдар, мен демалып алайыншы кішкене. Шашатындар мен. Негізі Айсикта андай өте көп твай ондай поступктар десең, ең прям осы жақында болғаны. Мен бір продюсермен жұмыс істеп, үлкен қарызға кіріп кетемін. 10 миллионның темасы болып кіріп кетемін қарызға. Сонымен ол кісі маған сен төлейсің ол ақшаны деп ше. Мен аудиторияма қайтар ақшасы деп кіріп проблема болды. Сөйтіп ол кісіге айтты, енді қыз екен біліп тұруға айтады, все, ничего не знаю, сен төлейсің ол ақшаны, өзің жап деп кетіп қалады. И мен и так 3 ай бесплатно жұмыс істеген адаммын, и то 10 миллионға кіріп жылағым келіп, Айсик айтамын, барды ана кісіні жегізіп сөйлесіп, сен неге мына жерден андай қыз деп басым тұрсың ба деп сөйтті да, и одан кейін қарыздардың бәрін өзі жауып машинасын сатып. Сол кезде ничего себе деп қалдым. Одан да бөлек болған. 7 рет емес, 10 рет істей аласың сен ананы. Мынадай поступктан кейін. Күнде осы. Комбо. Плюс 5 деп. Асқар, сен айтшы, сен бағалайтын бір андай кім ботаның? Мә базар жоқ. Бір поступок. Сол қадалған кезде базар жоқ дедім деші. Осы неткен кезде. Маған айтқаның еді. Көп қой. Қайсы бірін айтасың? Қайсы бірін айтасың? Күнделікті де болып тұрады андай айтылмайтын ше, айтылмайтын деп күшті деп қаласың да. И бір бағалайтын бір жерге бір бағдарламаға менің атым шығып кетеді ол. Сөйтіп бұл кісі біледі мен қатысым бар екен ше. И 1000 адамның алдында отырып алып естіп, Асқардың қатысы жоқ, Асқардың қатысы жоқ. Мен есіме алдым, не бағдарлама ол? Бір болаяқтағы ма? Бір болаяқ. Черный хайп па? Иә, типа сондай болғысы келді да, и мен андай шақырып алып шулатқысы келді, бірақ бұл андай 1000 адамға қарсы өзі. До конца тұрып тастады ма? До конца тұрып тастады. Хорош. Сол ғана ма? Жоқ, енді көп деп жатыр ғой. Сол кезде да. Мысалы, қанша адам жабылып отырса, сен қатысы бар екен біле тұра, қатысы жоқ деп қорғап отыру деген сұмдық қой. Енді Дико айтсыншы, мен бірінші Диконы тыңдағым. Біз жүрген кезде Жансая Алматыда оқыды, мен Астанада оқыдым. Ол 2 жыл солай жүріп жүрдік, и оқу бітірді. Оқу бітіргеннен кейін мен үшін Астанаға магистратураға түсті. Сегодня танысып қалып бәріміз, иә. Иә, еще
платныйға ғой. Еще платныйға, иә. Яғни грантқа түсуге болады еді. Негізі иә, шанс болды платныйға. Мен Дидардың қасына жақын болайын, бірге жүрейін, біз болмайды бұлай екі жүргеніміз арамыз суып кетеді деп сондай шаг жасадым. Еще келесінде мен досым дейсің. Досың келген жоқ Алматыға дейсің. Соны айтамын. Еще бар ғой, мен сіздерге хужысын айтайын. Алматыға келдім ғой мен. Хужысын айтайын. Мен өз Дидардың артынан келем. Мен 2016 жылы бітірдім. 2016 жылы бітіріп Астанаға оқуға түстім. Магистратура 2 жыл. 2018 жылы бітірем. 2016 жылы оқуға түсіп келгенде 2017 жылы Дидар диплом алады. Бітіреді, бакалаврын бітіреді. Сөйтіп бір жарты жылдай бос жүрді, білесің сол уақытты. 2018 басталған жылы январда ма, февральда ма мен магистерский диссертация жазып жатам, өз біткен ноутбугыммен. Мен Алматыға сценарий жазуға жұмысқа кіріп баратым, ноутбугыңды бер дейді о маған. Мен кетем дейді. Ей, мен сен артыңнан кеп тұрмын. Еще ноутбугымды берем ба, сценарийім нана су тұр ғой менің, диссертациям деп ше. И тұрады, мен де жоқ енді басқа дейді. Мен диссертациям не істеймін десем, сен общагада тұрасың ғой, астыда компьютерный класстарға барып жаза бересің ғой дейді. Кәдімгідей сөйтіп тастаған. И мен также сонда басым істемейді. Қазіргі взглядпен қарайтын болсам, ноутбугымды басына кигізетін едім мен негізі. Просто мақұл алып болыпты бара ғой. Сен сценарий жаз деп жібергенімше, еще өзім қисалаңдаған ескі ноутбугым, диссертациямды көшіріп. Еще маған жазың, қала сен сондайсың. Мен қазір қарап отырмын ғой. Солай кетті сценарийімді. И мен сөйтіп диссертациямды Мұратбекова уже второй час сидим. Мұратбекова деген сөзді 100 естіп, майда мен диссертациямды қорғап шықтым. И диссертациямды қорғап, магистерский диплом алам ғой. Келе алмаймын дейді ғой. Мін, пожалуйста. Келе алмадым дейді. Жоқ, біз жаңа правиланы сен дұрыс түсінбей қалдым. Жақсы нәрсемізді айтамыз дедік қой. Поступок болмайды екен, досым, болмады сенде десең. Осы есте қалып кеткен. Травма менде. Паралардың травмасы. Бірақ енді қара, енді бір осының қайырын айтайын. Бұл сценарист болып келді Алматыға, жұмыс кірді, сценарист болып жұмыс жасады, Сәлем социал медиада жұмыс жасады, оған дейін Q елі 7-ші каналда жұмыс жасады, ата-ана бала-шаға барлығын жазып жүрді. Сосын мен келдім бұларға, бірге сценарист болып. Сосын сен келдің, осы сценарий. Мен қайдан қайтып келдім, қайда барам енді? Салыстырма, қазір ашылама, мен просто мақтан айтып жатқан ма, келдім. Сендердің арттарынан келген жоқпын. Мен өзімнің Алматыма келдім, 4 жыл бойы оққан. Хорошо. Сендер ал мен артынан келген. Соны айтамын. Біз сен артынан келді деп отырған жоқпыз. Сен өзіне осындай шығарып жатқансыңдар да, верди көре береткенсіңдер қыздар, өйтіп отырған жоқпын. Сен келдің Алматыға. Осындай өнер жолына түстің. Дидардың ықпалымен, Дидар жаңа сценарист болып, сенің вайындарының сценарийін жазып, қодыртып, осы сценарий арқасында, сол ноутбуктың арқасында сен, сенің ноутбуктың арқасында бүйтіп жатқан шатасы осы дәрежеге жеткізді. Міне, қолдау күтіп отырсаң салдан. Досым, қорғап шықтың ба? Потолок. Ну, по факту солай болды, тағы да солай болды. Потолок сен де жақсы сценарий жазып қойды екенсің, рахмет. Фильм жазбадың ба? Қазақстан киноиндустриясына. Қазақ киноиндустриясына бір фильм екеуіңнен. Пожалуйста, жақсы жазып қойды. Жоқ, енді қанша қабылдан келмейді, но по факту солай болды. Жоқ, жақсысын айтшы, жақсысын. Жоқ, мен негізі просто Дидардың кез келген поступоктарын, енді ол кезде бәріміз андай ғой, өзімізді ойлап қойған эгоизм, уже все дозволено болады деген нәрсемен ғой. Бірақ біз сондай бір жұмыстардың арқасында, работая над бірдегі айта қойын десең, над отношениями, сондай осындай деңгейге жетіп отырмыз ғой. Бірақ мен Дидардың бір қылығына риза болатыным, мен қанша дегенмен енді Диконың әйелі болғанымен, сахнада жүргеніммен, кейде енді бәрібір менің андай өзімнің келін деген бір дәрежем бар. Сондай жағдайлар бір болып қалады, кейде мен бір көңілім толмай сұрақтарым болып қалады, немесе өзім тревожный состояниеде боламын. Енді келін болғасын, сен кішкене по-любому ответственность сезінесің. Мысалы, күйеу балаларға ондай жүк артпайды ғой. Жаңа күйеу баладан ештеңе күтпейді. Ол наоборот келіп басын отырғызып қояды ғой, төрге бүйтіп желкесін отырғызып қойып тамақ береді ғой. Бізде келіндік міндеттер бар да. Сондай кейбір нәрселер болады, әртүрлі бір түсінбеушілік жағдай болған кезде, түсініспеушілік болған кезде Дидардың мен риза болатын нем осы. Ол басында болған жоқ, бірден айтайын, кейіннен келе пайда болды. Ол мінезі де өсе де болады. Сен өзіңе ұнайтын іспен айналыс.
саған ешкім ештеңе демейді, десе менімен сөйлеседі, мен саған там ешкімді араластырмаймын. Сен главный, мен саған көңілім толады ғой, главный мен сені жақсы көремін ғой, сен главный қандай екеніңді мен білемін ғой, онда басқалар туралы уайымдама деген қағидасы үшін риза болдым. Өйткені қазіргі таңда ондай жаңағы қыз баласына жақсы қолдау білдіре алатын ер адамдар аз. Себебі андай өзімнің неге шапалақта отырмын, өзімнің отбасым біреу деп айтты. Біреу деп. Өзімнің отбасымнан да просто енді білем ғой, жақын туған туыстарымнан да кішкене қиын да сол жағы. Сондай поступогына атак енді көп былай енді материал. Все хорошо, Дидар сен. Все, болды. Сен айттың. Ну ладно, айтпайсың ғой. Менде ешкім жоқ. Мен бірақ мынандай нәрсе нетіп келіп тұр. Жаңа бывшийім болды деді ғой, қатты жақсы көрдім деді ғой. Қатты жақсы көрдім деді ғой. Жылатайық. Бывшийна жазған бір әні бар еді. Иә. Иә, мен де соны айтып жіберсең. Жоқ, бывшая маған сыйлады ақындық қасиет. Сіздер Галаның ән шығаратынын білесіздер ма? Қойшы айтпаймын, брат. Иә, вот соны қазір. Айтып берсін. Қаншалықты қатты жақсы көргенін, қандай травма алғанын көрсеңіздер болады. Нор, дайын ғой кәдімгідей. Бұнда эфирге самок көндірін, де? Просто айтып берсін, әдемі нотада дегенім ғой. Бұл кісінің, мен кішкене түсіндіре кетейін, пока дайындық процесінде өте қатты ғашық болып қалды. Түсінбеген жерден. Жоқ, жаңа сен айттың ғой, кім айтып жатыр, бота айтты ғой, сіз ғашық болып көрмеген сияқтысыз деді. Сосын сен айттың, ғашық болдым, осындай уақыт бұрын дедім. Соны көрсетейік деп жатырмыз да? Датабом мына кісіні ән айтқызып жіберіп тұр ғой. Мынаны неге түсірмек көндір? Ол ертең ютубқа көріп, мәз болып, әні жүрістірады. Түсіріңдер. Неше рет бізге тыңдатып, неше рет жазған әні болды. Бұл қанша, 11-ші ән ба? Бұл 10-ші. 10 ән бар, шықпаған ән. Маған бір альбом сыйлады ғой кәдімгідей, прикинь. Мен өмірімде қатты бір рет ғашық болдым, и сол қуанам, ғашық болғаныма. Так, барлық бывшайларға арналады. Барлық бывшайларыма. Барлық бывшайларыма арналады. Соған ішіндегі. Жоқ, біріншіден дауысқа мән бермеңдер де. Мен әнші емеспін. Сендер де жақсы сөз айтпеңдер. Текстін білсіңдер. Сендер де әнші емессіңдер, аз жүрді дедіңдер ше. Сендер де әнші. Текст қалай басылады? Барлық жол саған бардай көп. Сен жетіп алғансың ба? Даты енді 100 рет тыңдатсаң қайшылды маған. Қалай? Мына жерде қалай? Барлық жол саған барардай көріне, бір мүмкіндік қалғандай болып сезіле. Кім білген өз жаққан махаббат алауын, сенбес едім десе біреу өзі кеп өшіре. Сенің көздеріңді көру менің барлық арманымнан биік. Сен берген естеліктер мұң сыйлауда жүрегіме үйіп. Өтер кетер осы әнім бір күні саған жетер. Күлімде сүрімде бөлімде, күлімде сүрімде бөлімде. Сағымдай болдың ғой демек, бағынбай барады жүрек. Жарығай кешірші мені, көздері сенен әдемі. Сенің көздеріңді көріп менің барлық арманымнан биік. Сен берген естеліктер мұң сыйлауда жүрегіме үйіп. Өтер кетер осы әнім бір күні саған жетер. Күлімде сүрінбе бөлімде, күлімде сүрінбе бөлімде. Әні. Жылан кетті ғой. Әні
әні күшті, керемет. Осын шығарайын ба? Шығару керек. Осы мен Қалай? ең жасаған үлкен подаркым деп қойсын. қалай Асеке? күшті. Бір продюсермен сөйлесіп отқан сияқтымын, қалай Асеке деп. Ассамайын деп республика сайын. Сіздерге ұнады ма? Прикольно ма? Күлімде дейді деп түсіндіріп кетсең уже. Көрдіңдер ма? Бүйтті Деп деп. ондай. Да, бушайлар аман болсын. сөздердің мағынасы әдемі екен. Жаралы жүрек болып тыңдасаң Бар ма, андай бой бар бір ма? жылап алатындай болып. Мұң бар, иә? Иә. Андай сөздері біз енді Асекеміз араласып кеткен кезде болады ғой бір периодтар. Соны есіме алыпты. Күшті екен сөздері. Сен бір тыңдарман таптың. Иә. Плюс бір тыңдарман. Все, бітті Сіз ма? неге? Деп отырсыз. Жылағым келіп отыр ала. Мен бағын жылап қоямын деп. Сонда әншілер қалай айтады сахнада, мә вообще қиын ғой, иә? Иә, біз Сен де сахнада айтып тұрсың ғой? Жоқ, көп мысалы көзін жұмып бүйтіп беріліп айтады ғой, сол күйді кешетін шығар. бізде всегда Ақжол деген досымыз бар. Иә, білемін ғой. Иә. Оның маған бір ән ұнайды. Гитарист. Сол ботамен ұрысып қалған кезде бірге тұрдық қой бұрын Ақжолдармен сөйтіп. Үйде өлең айтқызып қоятын Ақжол. Ой, анау бар ғой. Кәдімгідей андай қайғырасың ба, типа? Иә, типа. Под живую музыку. Иә, под живую музыку. Достойны қайғыртады ғой ана. Ей, мен бүйтейін да, каждый выпускта 10 әнім бар ғой, иә? Каждый выпускта осындай бір ән айтып отырайын да. Зато былай. Онда бұл бағдарламада біз Галаға әйел іздейміз және продюсер іздейміз. Бұл подкастта. Иә, солай ма? Все, қорытындылайық. Көп-көп рахмет. Иә, рахмет. Бота, көтерейін деп жатқан шаңырақтардың биік болсын, бақытты болыңдар. Сондай бір үлгілі отбасылардың қатарынан болыңдар. Алла жазса ғұмырлы, ұзақ, сондай иманды, берекелі неке болсын. Иә. Біздің енді қандай да бір айтар нелеріңіз бар ма? Ойларыңыз айтылмай кеткен дейтін. Иә. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға, осылай арнайы уақыттарыңызды бөліп, сыйлап. Сіздеріне бір уақыттарыңыз. Күшті кеш болған сияқты. Иә. Бота көп интервьюларға бара бермейді, иә? Мен жазатпен жоқ деп. Эксклюзив. Рахмет, Бота. Кстати, эксклюзив бізде бүгін Бота. Әні. Асекең мықтылығы да. Ой, білемем, өстейшін. Осы сөз айтатын біліп тұрған. Осы сөз тоқ, осымен қалдырайық, иә. Біздің сіздерге кішігірім сыйлығымыз бар. Біз, в общем, мен сіздерді алдағы уақытқа тойға дайындалады деп, енді қатты жүгіреді ғой деп. Сырты жыға. Екеуіңе свидание на двоих спа центрда. Спа центр, спа салонда. Екеуің сол жаққа барып, демалып, тойдың алдында күштеп. Тойдың алдында бір демалып. Обязательно тойдың алдында ма? Қазір бар ғой. Болады, өздерің білесіздер. Оның барлығын айтына айтып жүретсіңдер. Көп рахмет. Бәке деп сіз тоже бір ауыз ізгі тілегіңізбен біз бітіреміз сізден. Шақыруларыңызға үлкен рахмет. Осы 25 жыл енді басталып келе жатыр ғой. Бәріміздің амбициямыз, желанияларымыз, бәрлеріңізде орындала берсін, дендеріңіз сау болсын. Үлкен рахмет осы кешті бірге бөліскенімізге. Иә, көп рахмет. Сіздерге де рахмет, үлкен күшті болып отырсыздар. Көрермен, сіздерге көп рахмет. Сосын бар YouTube каналымызға тіркеліңіздер. Сыр жобасы, Сыр Айна каналы. Айна каналына тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар біздің жобамызға. Көп рахмет. Бізде Telegram бар. Бізде Telegram бар, Сыр дейді. Рахмет.